мысалы неге өздері сонша ақша тауып алады, неге курс жасайды деген бір сұрақ. Инфо-цыган деп айтқан нәрсе мен намысыма тиіп бастады. Типа сен үндемеген сайын басыңа сиеді екен. Юрист сразу секрет жабысады, тамағыңыз жабысады ғой сразу. Сіздер үшін ақша деген не жалпы? Себестоимость куртканың өзі 13 мың теңге келуімен бірге. А біз оны 140 мың теңгеден сатамыз ВВ-дашы. Сұлтан Бейбарыстың қылышы болды. Сұлтан Бейбарыстың қылышы 3 мөрі бар. 469 адамның қаны бар. Көз доллары Білесіз ғой бағаны қанша тұратын ше? 19 жасымызда сондай 1 миллион долларға дәрежеге жетеміз ақша тауып. Ұлан Құрманғали маған айтқан, Еркебұлан сен давай бөлек шық, 3,5 миллион теңге просто ұшты, короче, бір продажа болған жоқ. Ақшасын аударғанша мә жанымды жеп жүрді ғой. 5 минут сайын звондайды, қашан ақшаны аударасыз, қашан. Танымайтын біреулер звондап, көрі сен алаяқ. Бақтаңызға сәлем, есім Еркенбек Қариұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Бизнес таңдау арнасы, ерекше рубрика, жаңа подкаст. Енді біз бірінші рет жасап отырмыз. Егерде қандай бір қателіктер кетсе, айып етпеңіздер. Бізде бүгін қонақта Әбілхан мырза, және де Ләззат ханым, және де серіктесім Еркебұлан. Бұл нені подкастты соңына дейін көрсеңіздер болады, немесе астында бізде тайминг тұр, өздеріңізге қызық жерлерін қарап өтсеңіздер болады. Өйткені подкаст өздеріңіз білесіздер, 1 сағат, 1,5 сағатқа созылуы мүмкін. Соны ескерерсіздер. Жалпы бүгін бизнес туралы, ақша туралы, жалпы қарым-қатынас туралы, қысқасы орта туралы қызықты бір ақпараттармен бөлісеміз деген ойдамыз. Сол, бұйыртса, бісміллә бастайық. Жақсы. Қош келдіңіздер. Өте қуаныштымын. Біз енді екінші рет түсіріп отырық, болмай қателеспесем, бірінші рет түсіре алмай қалдық. Енді екінші рет сәті түсіп отыр. Сол, рахмет сіздерге, келгендеріңізге, қолдап бізді алғашқы шығарылым. Кеттік енді. Жалпы бизнес туралы бүгін бізде бизнес таңдау арнасы, біз деген көптеген бизнестерге разбор жасаймыз. Олардың себестоимосты қанша, маржасы қанша, жалпы қанша айда ақтап алады деген сияқты. Оның ішінде инфобизнес те бар, традиционный бизнес те бар. Сондықтан да бізге қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Енді сіздерге алғашқы сұрақ, қалай келдіңіздер бизнеске? Бизнес деген енді сіздер үшін не? Осылай қойғыш бастайық. Так, саламатсыздар ма баршаңызға? Айди бизнесқа келген уақытымыз. Давайте танысып өтірейін. Есімім Әбілхан болады. Тараз қаласының тумасымын. Жасым 29-да. Қазір біз өзіміз жеке кәсіпкерміз. Бизнесқа келетін болсақ, бизнесқа мен шын айтайын, бір 8 жасымнан келдім. Өйткені әйелім таныстырып өтсін өзін. Рассказывай. Бизнесқа 8 жасымда келдім. Қалай келдім десеңіздер, өйткені мен вообще өзім әке-шешесіз өскен боламын. Әкем 63 жасында болған кезде мен дүниеге келгенмін. Не за то, что мен әкем тастап кетті, или мамам тастап кетті. Мен просто қарт семьядан шыққан бала болғандықтан. 8 жасымда ауылда әке-шешесіз өмір сүріп кезде, өзімнің туысқандарым кезінде, ауылда ол жылдары вообще цивилизация жоқ болатын. И 8 жасымызда, мен 8 жасымда болған кезде, сол туысқан үйімде ол кісілерді әке-шеше деп кеткен, мама, папа деп. Ол кісілерде біз ең бірінші очередь біз бастадық, именно металл жинадық. Металл жинап, бутылкалар жинап, елдер бізге өткізетін, сөйтіп жайлап келе, и біз уже магазин стадық. Ауылда единственный ең бірінші магазин, продуктовый магазин, сол 8-8,5 жасымда пайда болды. Ауылда баяғыда магазин дегенде болмайтын, ауылға суббота, воскресенье ма, точно күндерін білмеймін, всякие КамАЗдар келетін, автобустар келетін. Автолавка ма? Автолавка, товарлар сөқтін алатынымыз, сүт келетін, нелерменші, КамАЗдармен. И сөйтіп ең бірінші магазин ауылда ашылған еді. Сол магазинде мен почти 8,5 жасынан бастап сол магазинді мен өзім ұстадым. Точнее, үйдегілер ашты, бірақ азаннан кешке мен тұратын магазинде. И сөйтіп сол моменттен бастап сол бизнеске келдім десем де болады. И одан бөлек сол магазиннің арқасында оқыған жоқпын, білімді шын айтайын, мектепке де барған жоқпын. Мұғалімдерді подкупать ете бастадым. Мұғалімдер қарызға бермесе, іш қойса мұғалімдерге қарызға бермеймін, қарыз жоқ. Лавка жауып сайтын сұрап. Қарыз кешіре саламын дейсің. Если нормально, короче, сабаққа бармаймын, короче, сабаққа бармасам да, короче, 4 пен 5 қойып жүреді. Если, не дай бог, үш қойылады, короче, қарыз перекрываться етіледі. Долг бермейміз. Өйткені, единственный магазин, зарплата барлығы, ешқандай да бизнес кәсіпкер онда ауылда не жоқ.
и барлық зарплатаға байланысты и продукт алу керек қой. И соған байланысты и қарыз. Амал жоқ саған деген 4 пен 5 қояды, иә? Амал жоқ қой. И сол кезде даже коррупция бар ғой. сол кезде бар ғой, соны естігем ғой. И сөйтіп, короче, 8 жасымнан сол нәрселені бастадым. Одан бөлек 9 или 10 жасымда, короче, есімде, ауылда вообще жылқы тұрмайтын ғой. Жылқы сатып алып келеді үйдегілер. Я, жылқы либо жоғалып кетеді, либо өліп қалады, либо нелер конократтар келіп ұрлап кетеді, короче, жылқы бар. И сөйтіп ауылда, короче, сол немен, сол магазин арқасында бір ауылда бір кісінің үйінде мықты тұқымды жылқы бар асырайтын. Сол кезде ойлаңыз, 9-10 жасымда сол кезде менде стратегия болатын. Жылқы я любил, до сих пор люблю. Жылқыны десе мен вообще ең жақсы көретін жануарлардың бірі десем де болады. И сол жылқыны үйде асырау ғой вообще, малдың басын көбейту. Үйде вообще тұрмайтын жылқы. И сөйтіп, короче, ауылда ең мықты бір кісілерде не болған, тұқымды жылқы бар асыраған. Бірақ ол кісіде бір кісі енді арақ ішіп, сондай кісі болған ғой енді. И сол кісіге ешкім ақша жоқ қой. Либо мал сатады, ақша пайда бар, либо, короче, мен ол кісіге қарызға берем ғой. Үйдегілер запрет қойды, ода ақша бермейді олар. Малын ғана сатса ғана ақшасын береді, атак мал сатпаса оларға келіп жатқан зарплата анаяқтан мынаяқта ақша жоқ, қарызға бермейді. Жоқ, мен беремін деп, короче, такой істеп, бір айда жылқының құнынан не берем ғой, товар берем ғой, қарызға берем оған. И олды үйреніп алған, короче, мен магазинде тұрған кезде маған ғана келеді қарызы. Арағын алады, темекісін алады, бұл наны алады, басқа да нәрсе, бәрін конфет, бәрін берем оған. И сосын сумманы, уже жылқының суммасы келген кезде қарыз тоқтатам. Жылқыны аласыз. Үйіне барам. Қарыздың ақшасын қайтар деп айтам. И ол кісі жоқ, міне қарыз ақша болмай тұр, короче, мал сатам бір нәрсе. Екінші күні барам. Осыны аға, көке, үйдегілер мені өлтіріп жатыр. Продуктыға ақша, товарға ақша керек. Мен мама, папа ұрысып жатыр. Асырап алған кісілер, мама, папа деймін да. Сол кісілер мен ұрысып жатыр. Сіздер үшін мен косякқа кірдім, анау ақшаны қой деймін. Сосын олар, короче, ақша қоймайды. И сосын, короче, үшінші күні барам да. Айтам, көке, онда не істемесіңіз, ақшаны қоймасаңыз, анау аяқта бір жылқыңыз тұр, сол ішінен бір жылқыны таңдап алып кетейін деймін ғой. Орда жылқы бар. И сосын тұрады, былай ойланады. Сен хитрый екенсің, жүр дейді маған ше. Есімде ғой сол сөз ше. И сөйтіп барып бір жылқыны алып кетем, биені алып кетем ғой ше. И сол биенің арқасында қазір Аллаға шүкір, қазір қанша уже масқара басы уже фазанды үйде ауылда. Үлкен уже санын білмеймін уже. Сіздікі ол, иә, үйдегілер, сіздікі дегенде мен үйдегілердікі по идее ше. Біз алдық, енді ол менікі деп айта алмаймын. Мен асырап алған, бастап жинап бердім. Мама, папа деген кісілердің сол үйде ол кісі мал деген фазанда да қазір көп, мен санын точно білмеймін. Жылқы деген нереально көп, аяқта 200-ден көп ал жылқы. Берекелі болған ғой. 300 ба, точно білмеймін, соны басы жылқы. И сол жылқы өткен жылы ғана қайтыс болды, маған ауылдан звондайды. Сол жылқы до конца ұстаған ғой сол жылқыны. Ең бірінші жылқы ма? Ең бірінші сол алып кеткен бие өткен жылы қайтыс болды. Малдың басы болған. Малдың басы болған, ең үлкен бие болған. Ол қанша жылдан кейін? Қанша жыл? О, уже бір 25 жыл болып қалды ғой. Прикиньте. 25 жыл. А жылқы өмір сүреді 35 жылға дейін примерно, если не ошибаюсь. И сол 25 жылда болып қалды. А жоқ, 25 емес, 29 жаста болсам, 21 жасымда примерно. 21 жыл өтті уже. 21 жылдан кейін маған өткен жыл звондап тұр, жылқы қайтыс болды. Оны даже бауыздағанда жоқ, сөйтіп апарып жерлеген ғой, кәдімгідей ше. Берекелі жылқы. Берекелі жылқы деп ше. И обычно мысалы мал өліп қалса, сойып алып бір нәрсе жасайды ғой. Именно соны не істеп болды. Солай бизнесқа келдік сол жастан бастап. Күшті. Қазір енді орта жастағы бизнестерді айтатын боламыз, оған тоқталамыз. Сізде қалай басталды? Менде на тот момент, когда қазақша, иә? Бизнеске келген моментім, жұмыстан шығып кеттім. Ол кезде Инстаграм енді дамып келетқан кезі. Басында 2012 жылдан бері Алибаба, Алиэкспресс деген шықты. Білетін жарсыздар, Джек Ма. Сол Алиэкспресстен заказ беріп, коллегаларыма сататым ғой. Киім, сумка жайлап 2012-ден басталды менде. Алиэкспресстен заказ беру. Потом уже Инстаграм дәуірі келгеннен кейін әртүрлі магазиндер 2015
16-17 жылдар бәрі Инстаграм арқылы магазин ашу хит болды. Ол кезде бірнеше ғана магазин бар еді санаулы. Помню, модный базар, модный гардероб, must have деген 3-4 экскапорейт, 3-4 магазин ғана бар еді, который прям Инстаграм арқылы өздерін күшті сататын. Күнде армандап қараймын. Күшті сатып жатыр. И тәуекелге бел буып 2 миллионға кредит алам. Сөйтіп жұмыстан шығып кетем. Бірақ бизнеске келу мен үшін, офлайн магазин ашу мен үшін қорқыныш болды. 3 айдай ашылмай қорқып жүрдім, потому что менің семьямда бәрі олар нелер, мұғалімдер, бухгалтер, кәсіппен ешкім айналыспаған. И мен үшін қорқынышты болды, үйдегілер түсінбеді, себебі мектепті алтын белгіге бітіргем, бір емес 2 диплом бар. Қалай сен нормальный жұмыс жасап, сен қазір базарға барып, там киім сатасың деген сияқты понятие болды. Ол кезде мен үйдегілерім де түсінбеді, көп адам да түсінбеді, мен өзім түсінбедім на самом деле. И ол кезде 18 жаста менде сестренкам үйде болды, менімен бірге қолымда тұратын, сол айтады, болды ашамыз барып. И жолдың арғы бетінде Тиграхаутқа кіреміз, свободное помещение бар екен, арендасын алып аламын, бірақ не сатарымды білмеймін, қалай бастарымды білмеймін. Сөйтіп солай басталып кетті, барахолкаға барып оптовый рядтарға түсем, ол кезде 8-9 ряд, оптом деп сұрайды екенсің, оказывается, оптом қаншадан десең бағасын айтады, сөйтіп. Ақбұлақ па? Қазіргі Ақбұлақ қой, ол болашақ. Сөйтіп 2-3 штуктан алып магазинге әкеп іліп, именно сол Инстаграмда жаңағы басқа магазиндер не сатып жатыр, примерно сол ассортименттерді іздеп бастадым. Әкеп ілесің, оны фотоға түсіресің, бірақ 3 айдай менде офлайн магазинде вообще сауда болмады. Потому что менде ол кезде Инстаграм жоқ болды, раскруткаға бердім, сөйтіп жайлап 3 айдан кейін ғана барып менде уже күніне 80 мың теңгеге сауда бола бастады. Ол осы Инстаграм ба? Осы Медина, иә. 80 мыңға сауда болып бастады. И 3 айдан кейін менде уже там миллиондап ақша тауып бастадым. Енді зарплатаға 150 мың теңге жұмыс істеп жүрген адамға айына миллион табу деген мен үшін ол деген вообще андай бір керемет событие болды. Өзім сенбеймін. Я такая думаю, а что так можно было? А что тогда вообще диплом нужен? Не үшін мен дипломмен істедім, не үшін мен 2 диплом қызылға бітірдім. Когда могу просто осы Инстаграм арқылы киім сату арқылы барахолкадан әкелесің, таңертең барам, 3 мың теңге аламын да магазинге әкеліп, оны әдемілеп, үтіктеп, жіптерін кесіп, фотоға түсіресің, уже 6 мыңнан сатасың. Күнде базарға баратын болдым. Енді ойла қараңыз, былай қарап тұрсаң оңай нәрсе да, просто құрал Инстаграм. Инстаграм арқылы базарда тұрған барахолкадағы затты әкеліп сату арқылы 1 миллион мен үшін айына жасау деген ол кәдімгі жетістік болды. Қай жыл? 2016, 17, 15 сол жылдар. Ол кезде Инстаграм секундный нелар шығар, 15 секундты сондай кездер ма? Ол кезде сторис жоқ етін. Ол кезде даже сторис жоқ етін. Да. Просто лентаға видео саласың, бірақ сол кезде менде бір фартовый нәрсе болды. Уже Инстаграм дамып бастағаннан кейін басқа да өнер адамдар шыға бастады. Ол кезде блогер деген жоқ. Ол кезде вайнерлер бар етін, бірақ в основном біз өнер адамдарын қарайтынбыз. Баян Мақсатқызы, сөйтіп ол кісілер кино түсіріп бастады. Киносына мен деген актерларды киіндірдім. Басқа да телеканалдар шықты, сөйтіп әртістердің өздері жазатын болды бартерге. Бір небәрі 30 мың теңгенің 20 мың теңгесін киімін алады, и тегін реклама жасап беретін болды. И солай личный бренд қалыптасты дейміз. Қазіргі сөзбенен личный бренд. Бірақ өзі мен оның личный бренд екенін білген жоқ. Просто, әнші реклама жасады, клиенттер келді, алып жатыр. Енді ол кезде личный бренд деген термин болмаған. Сіз ана сторителлинг жүргізесіз ғой, сол кезде суретіңіз бар ғой, бұрынғы бір зарплатада істегем деп. Ол сол кездегі сурет қой. Оға дейінгі мысалға мен диплом алғаннан кейін көп уақыт жұмысқа орналаса алмай жүрдім. Қаншама жерге бардым. Ол жерде по-любому дипломмен бару үшін опыт керек та, бәрі с опытом работы дейді. Амал жоқтан мен деген уже қолымда диплом бар, мектепті жақсы бітірген, бірақ даже элементарно продавецке мен алмайтын. Есімде Silkway бар ғой, кәдімгі Арбаттағы. Пассажға бардым, Зилидің бутигі, и сол кезде мен барып, резюмемен барған кезде, иесі орыс әйел адам болды, жұмысқа алмай қойды. Мен резюмемді көрді, сен по-любому продавец болып жұмыс жасамайсың деді. Сенің энергияң басқаша. Сен деген продавец, просто так продавец болуға арналмағансың деді, жұмысқа алмай қояды. Сөйтіп депрессияға түсіп кетем. Сөйтіп резюмеға деген опыт работы деген нәрсеге өтірік жазам ғой. Опыт работы, там работа, өтірік жазып, сонымен басқа бір компанияға тапсырам, Билайнға. И мені жұмысқа алады. Собеседование өтем, помощник продавца, зарплата 40 мың теңге. Өлгенде әрен, ана жерде бір 30-40 адамның арасында конкурстан өтіп, өлгенде әрен, помощник продавца деген вакансияға мені деген 40 мың зарплатаға алады. Но бірақ мен ол жерде өзімді жақсы көрсете алдым деп ойлаймын. Мүмкін жаңағы постоянно
андай оқып развитияға құмар болғаннан кейін ба мен 2 ай испытательный срок берді. Испытательный срокты 2 ай емес, мен 1 аптаның ішінде бүткіл тестті тапсырып тастаймын. Все в шоке, потому что енді мектепте жақсы оқығансың, бәрін жаттап аласың, зубрить етіп, бәрін тест. И сразу мені 3 айдан кейін ба уже директор салона қылып қояды. Солай менде карьерный рост басталды. Любой жерге барсам, менде максимум 2-3 ай, 6 айдың ішінде рост болады, потому что нағыз ана мектепте отличниктер деген, как сказали, так и делает қой. Сондай болды ғой. Ең бәріне орнап, сөйтіп өсіңіз. Иә. Күшті. Бірақ, кстати, сол Билайнда менде инсайт келді. Күнде мысалға Билайнда номер сатып жүрген кезде еще телефондар әкеп қоятын да. И телефондарды сатуды бізге планға қойып қойды. Күнде касса тапсырасың, и ойлайсың, сауда істеп жатсың, номер сатып жатсың. Ол ақша деген біреудің қалтасына кетіп жатыр ғой. Получается, мен продавец болып жүріп, біреудің басқа бір адамның баюына себепкер болып жатырмын да. Сол кезде менде бастап уже ойлар келді. Не үшін өзім осындай зат сатпасқа? Не үшін осындай нәрсе ашпасқа деген нәрсе менде арман болды. 2011-12 жылдардан бастап осыны мен істеу деген менде арман болып, и спустя қанша жылдан кейін ғана барып менің офлайн магазин ашқанға духым жетті. И мен оны деген жұмысымды да, дипломды да ысырып тастап, бизнеске келгеніме ризамын. Потому что мен әлі күнге шейін, если мен зарплатада істеп жүрсем, мен үй ала алмас едім, машина ала алмас едім, бүгінгі күнге жетпес едім. Однозначно. Енді осы жерде андай ғой, таяқтың 2 ұшы бар деп. Мысалға мен бизнес бастауда жұмыс істеп жүрген кезде мен 4,5 жылдай жұмыс істедім ғой. Сол кезде маған Ұлан Құрманғалиев бар, біздің осы бизнес таңдаудың несі. Қалай айтса болады, бір сферада істейміз ғой енді. Ұлан Құрманғалиев маған айтқан, Еркебұлан, сенде потенциал бар, давай бөлек шық, осы темадан жақсы ақша табуға болады деген кезде мен айтқам, мен кетсем не істеп қалам, аш қалам. Вообще, өйткені біз Сайна Жандосовада офисіміз бар. И как будто сол жер андай не ғой, бейт белгіленген ғой, короче, карта ше. Біз шықсақ бір не істеп қалатын сияқтысың, короче. Вообще біз мына жақты көрмегенбіз ғой, бірінші Алматы жақ, не вообще көрмегенбіз. Өйткені таңертең тұрамыз, ағай жұмысқа таңғы 5-те шақырып алады, и кешкі 11-де 12-де шығамыз, қайтадан қайтамыз. Ағайдан да не күшті болды, команданы ұстаушы. Команданда ағайдан басқа адам жоқ қой, короче. Даже ата-анамыздан ең артық көретін ағай шығар. Сол кезде маған айтатын, Еркебұлан, шық, бөлек шық деп. Сөйтіп мен шығам деп шыққан жоқ, амал жоқ, компания жабылғаннан кейін бізден бәріміз таратып жіберді просто. Сөйтіп біз алғашқы мен 1 ай істедім осы YouTube'да, сөйтіп 7 миллион теңге өзіме тапқан кезде мен ойладым, вообще зарплатада жұмыс істеу деген, біреудің қол астында жұмыс істеу деген вообще болмайды екен, короче. И мен бәріне айта бастадым, короче. Лучше бизнеске кетіңдер, лучше өздеріңіз істеңдер, лучше бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Кейін бірақ көп естимін, айтады, сенің айтқанынан, короче, біз кері кетіп қалдық, короче. Типа нормально зарплатада жүрген кезіміз, нормально, то есть нормально өмір сүріп келдім да, Еркебұлан тыңдадым да, короче, жұмыстан шықтым, бизнесте құрғынға кетті, короче, неде кетті. И сонымен не анау жоқ, не мынау жоқ отырмыз деп. Осы тұрғыда енді қалай сіздерді ойларыңыз? Қараңыз, мен жеке өзімнің опытымды айтатын болсам, сразу же минус деп жатсыз ғой, сөйтіп магазин ашам. Сөйтіп ол магазинде мен продавецім істеп жүреді. Подружкамды продавец қылып қоям, и прям ол қызға прям құдайымдай сеніп кеткем ғой. Ол кісі намаз оқиды, жаным күнім дегенге, действительно жаным күнім намаз оқиды, иманды адам деп ойладым, бірақ так получилось, что ол магазин сол қыздың қолында қалып кетті. Мен минусқа кіріп кеттім. Сіз айтып отырсыз ғой, ол бизнес деген ол риск, онсыз ол всегда 2 таяқ болады, ол как рулетка сияқты ғой. Либо получится, либо не получится. И өзде амал жоқ, минусқа кіріп кеттім, магазин басқа біреу қолында қалды, қолында еш нәрсе жоқ, и амал жоқ, маған пришлось машину продать. Раз уж мен бірінші рет көрген кезде менің қолымнан келді ма, мен екінші рет тағы да көрем дедім да, машинамды сайтып қайтадан бизнеске салдым. Екінші рет салдым, нормально келіп жүрді, и Атакентте точка аштым, и Атакентте как раз жолды қасып сап еді ғой, естеріңізде ма, жолды қасып сайтта, и клиенттер болмай қалады. Қайтадан минусқа кетем, обратно минусқа кетем, уже екінші рет көрдім, обратно не получилось, минусқа кіріп кеттім, машина да жоқ, дым да жоқ, уже жаяу қалдым, автобус оңаймен жүрдім да. И 3-ші рет бастағанда менде уже қолымда ақша болмады. Менде қолымда тек 50 мың теңге болды, бірақ қолымда Инстаграм болды. Инстаграм 158 мың подписчигім болды, я прям хорошо помню. 158 мың подписчиктеріме рахмет осы. Маған қолдау көрсеткен адамдар. Тек Инстаграмның арқасында 50 мың теңге, и то ол 50 мың теңге бір дос, семейный дос балам әкеп берді. Өте сен бір жолың болмайды қыз екенсіз. Тағы да көрші, ол деген вообще андай подарок ретінде берді, а мен оны алдым да барып барахолкадан тағы да товар алдым.
тағы да товар алам, барып оны деген әдемілеп сары майдай сақтап әкеп бутикке әдемілеп фотоға түсірем, әдемілеп киіндірем, и 50 мыңнан 100 мың жасаймын. 100 мыңнан 200 мың жасаймын, 200 мыңнан 300 мың жасаймын. И 3 айдың ішінде менде 0 касса болып тұрған, уже күніне 300 мың выручкаға жеткіздім. 3 айдың ішінде. Бар жоғы сонда қолданған нәрсем 50 мың теңгемен старт и Инстаграм. Инстаграмның құдіреті. Поэтому жаңағы бизнеске келіп, если один раз не получилось, это не у всех получается с одного раза. Это нормальное явление, да? Сен бір емес, бірнеше рет ұруың керексің ғой. Пробовать, и тогда вот результат болады. Кім тайынбайды, сол результатқа жетеді ғой. Иә. Бірінші нәрседен ешқашан результат болмайды. Может быть, біреу бастайды, ол везение, да? Бір адамға бірінші жасағаннан сразу алып кетуі мүмкін, бірақ екінші бизнес жасалса, ол по-любому қадалады. Ең прям крупный минусқа кеткен кездеріңіз есіңізде ма? Мысалға, мынандай суммаға біз одновременно бір уақытта кеттік, короче. Сумма бойынша айтатын болсам, 22 жасында, өзімді айта салайын, 19 жасында ең бірінші $1 миллион ақша тапқан кезім болған. Кәдімгі $1 миллион. Ол кезде қанша миллионмен? Теңгемен ба? Ол кезде 200 ба? Жоқ, ол кезде 140 миллион теңге. 140 миллион. 143 болып тұрған. Ол кезде ақшаның құны бар. Құны болған. Ол кезде мықты ақша. 143 миллион теңге, ол кезде $1 миллион бар ғой. Сен вообще ты вышка-пушкасың ғой. До тот момент такие суммы даже мне во сне не снились, на самом деле. 22 жаста еще. 22 жасында Алматыға келген кезде мен әкем қайтыс болды 15 жасымда. Сол кезде Алматыға келгеннен кейін 15 жасымнан бастап мен вообще магазин арқасында мен білім болмады. И әкем қайтыс болғаннан кейін осы жерге мектепке түсемін, 11 класс болды. 16 жасымда уже 15 жасымда келдім, 16 жасымда уже 11 класс оқып жатам. И сол кезде мен оқымаған кесірінен 11 класста НТ тапсыра алмаймын ғой. Енді подготовканы аттестация не болушы еді бізде? Апта сайын НТ-ға не алушы еді? Тест алушы еді? Өте алмаймын ғой, неденше пробниктен өте алмаймын. И сөйтіп, короче, сол кезден бастап өзіме мақсат қоямын, что бір жылдың ішінде мен осы НТ-ні тапсырып, ары қарай бизнес қолаймын деп. Оқымаған керек емес деп. Сол кезде НТ-ні Аллаға шүкір бір жылда нормально оқып, тапсырамын. И сөйтіп, короче, студент кезінде мен даже студент кезінде дұрыс оқымаймын, бизнесқа кетем ғой. Ол кезде неше түрлі нәрселер бастаймыз, и одан бөлек уже ағам ол кезде антиквариат деген затқа қатты қызығушылық болатын, коллекционировать ететін, и мен сол заттарды аламын да сатай бастаймын ғой. Выходтарында шығамыз, былай сатамыз. И сөйтіп, антиквариат ол нандай да, редкий заттар, мысалы, элементарно картинаның өзі, самы 30-30, картинаның өзі $30 мың тұратын ол кезде. И мысалы ретінде, мысалы, Әбілхан Қасиевтің картина бар, сондай бағада болатын. Есқұлудов, одан бөлек Зомер бар, одан бөлек көптеген Айтжанов, неше түрлі Шарденов деген картина бар, художниктар бар. Солардың картиналары бізде Қазақстанда антиквариат ретінде ценз етілетін. Ол антиквариаттарды ол не істейді? Ол уже узкий круг қана алады оны. Уже бай адамдар, уже жағдайын жасап алған, уже полностью бизнес обеспечен адамдар. Уже Rolls-Royce неинтересный адамдар. Сондай кісілерге арналған товарлар. Ол жерде оны таргет арқылы, Инстаграм арқылы сататын товарлар емес, и сондай адамдар болған. Мысалы ретінде, образын айтайын, антикварный бизнес нарықта, Қазақстан нарығында әлі свободный бизнес десем де болады. Өйткені, мысалы, қазіргі высокопоставленный адамға не подарить етеді? Мысалы, бәрі бар ода, уже Rolls-Royce қызық емес оған. Оны ең болсын, мен біреудің атын пример қылып келтірмей қойын. Мысалы, ең бай Forbes-тағы бір адам, либо ең высокопоставленный адам, соның туған күні дейік. Окружающий тоже бай адамдар да, мысалы. Оған не апарып подарить етеді? Сағат подарить етпейді, Rolex. Оған подарить етпейді, там машина подарить етпейді, или оған $100 мың ақша подарить етпейді, айтады $100 мың бір жеріне тыға сал дегендей қылып та, мысалы. Неинтересно. Машина Гелендваген апарып бермейді да, неинтересно уже. Необычный нәрсе. Оларға необычный заттар керек. И, соответственно, антиквариат бұл жерде
әр адам мен жоғарыдағы адамдарды айтпай ақ қояйын, ескі Қазақстан кезінде әр адам әртүрлі өзінің несін жинайтын, коллекция жинайтын. Біреу Әбілхан Қастеевтің коллекциясын жинайтын, бір кісі Клудовтың коллекциясын жинайтын, бір кісі Шарденовтың коллекциясын жинайтын, бір кісі Зомердің коллекциясын жинайтын. Сөйтіп, короче, сондай заттарды коллекционировать ететін. И сол кезде кімнің туған күні бар, сол кісіге сол заттарды апарып береді, понимаете? А ол зат құны бар ғой, как минимум 100 000 доллардың заты. Минимум өлді дегенде, понимаете, подарок. И ол подарокты, ол антиквар, и бизнесқа айналдырамыз оны. И ол мысалы изучать етеміз. Әбілхан Қастеев кім ол, Зомер кім ол, Клудов кім ол, қандай категория. Категорияға бөлінеді. А категория, Б категория, С категория деп соны художниктарды. И сол кезде правалды айтып жатсыз, мен соған әкеп беремін. И сол кезде мысалы Әбілхан Қастеевті изучать етемін. Сол кісі мықты не болған, художник болған, бірақ ол кісі енді өнердегі адамдар ішетін болған. И ол кезде ол кісілер картиналарды арақ алу үшін образно да барып картинасын магазинге подарить ететін, понимаете? Обмен жасайтын. И сөйтіп Қазақстан бойынша қазіргі таңда әлі 70% картинасы неизвестно, да, понимаете? Несі бар, каталогы бар, каталогында суреттердің бәрі бар да, несі жұмыстардың бәрі бар. Соның 70% әлі табылмаған. 30-20% нарықта жүр. 30% нарықта жүр. Біреулердің үйінде, сатылымда, музейде и так далее бәрі жерде жүрді. 70% нарықта жоқ. Өйткені ол біреудің үйінің шатырында жатыр. Қорасында жатыр. И сөйтіп сондай нәрсе болған кезде 19 жасымда, как раз ровно 10 жыл бұрын, и 2013-те ғой, 2013-те мен Қазақстанды аралаймын. Қазақстанды аралаймын да картина іздеймін. Ауыл-ауылдарға. Ауыл-ауылдарға кіріп, мысалы, ең кішкентай ауылдарға кіресің, ақсақал кім неяқта, ең ұзақ ақсақалға барасың, ата осындай баяғыдан келіп жатқан, тұрып жатқан кісілер кім бар деп. 1970 жылға дейін картина бар ма деп іздейміз ғой. Сөйтіп 1970 жылға дейін картина бар. Себестоимость қазір $500 жоғары, по идее. $500 или 500? $500 жоғары. Любой картина. Атын жоқ болса да. 1970 жылға дейін. Қаншалықты ескі болса, соншалықты қымбат. Соншалықты қымбат. Аты жоқ болса да, художниктің аты болмаса да пофиг. Сөйтіп, короче, іздейміз. И мен бір Сарқандтың қасына бір ауылға кіреміз. И сол кезде ол кісіден сұраймыз, бір атадан. Бір ауылға кіріп, бір чердактың үстінен айтады, осы үйде бір картина бар дейді. Баяғыдан келатыр. И сол кісіге кіреміз да, картинамен, сол кісімен сөйлесеміз, ескі картинаңыз бар ма? Чердак ескі үй. Чердаққа көтерілеміз. Анандай пауықтар нелері, бытшыт қой. Ана түпкір жақта шан болып жатқан картина табылады. 1 метрге 70 сантиметр. И сол картинаны көтерсем, Әбілхан Қастеев подписі де специальный несімен, анандай индивидуальный работа ғой. Ананы көріп, ана уже көз деген көз доллар. Білесің бағаны қанша тұратыншы? Уже клиенттер де бар да, оғанша нарыққа шығарсын, сразу алып кететін білесің. Көз деген доллар. Ана кісіге тұрамда, короче, аға $500 келісіп едік қой. $500 емес. Давайте мен сізге $5000 от души беріп кетейін деймін ғой. $5000 қолына сатып кетемін. Ол картина алып экспертиза өткіземіз. Неден өтеді? Музей экспертиза. Әбілхан Қастеевтің несі бар? Сатпаевада. Сол жерден экспертизаны өтеді. Полностью атрибуция, полностью документ жасалынады да. И сол документ бойынша, картина документпен ғана сатылады. Сол документ бойынша картинаны $550,000 сатылады. $550,000. Иә, 5000 готов. $500 затын образно айтқанда. Соны $550,000. Хотя мен $5000 құрттым да, $550,000. Маржа қанша деші? $545 миллион. $45,000. Қанша маржа, и сондай мысалы, и сөйтіп Қазақстанды аралайтымыз. Қырғызстанды, Ысық-Көлді бәрі жерді араладым. Бірақ әлі күнге дейін ол заттар бар. Іздесе де әлі де аралауға болады. Но сондай да. И сөйтіп ол заттарды ол сол высокопоставленный адамдарға подарить етеді. Понимаете? И сөйтіп сондай бизнеспен қолап, 19 жасымызда сондай $1 миллион дәрежеге жетеміз, ақша тауып. Үлкен чектарды қалай төлейді? Негізі наличка төлей ма или? Основном наличка. Сумкамен әкеп береді. Основном наличка. Счет, мед, перевод деген ол моментте болмаған.
ол кезде Каспий Голд жоқ. Каспий Голд болды, бірақ онда танымал болмаған енді. Каспий емес, Каспий приложение болды, Каспий Голд болған жоқ. Каспий Голд болған жоқ, Каспий банк болды. Каспий банк болды. Каспий Пэй болған жоқ. Болған жоқ, Каспий Пэй перевод деген нәрсе жоқ. Строго нал ғой. Строго доллар ғой еще. Ол кезде строго налмен жүретінбіз біз. Кошелек ақша болды. болды. Сөйтіп 19 жасымызда сондай дәреже жетіп, 2017-де ескі Қазақстанның кесірінен мынау не үшін история ғой бұл, по идее. История. Не үшін бұл история музейде емес, частное лицода деп. И сөйтіп, короче. Ол деген мемлекеттікі деген нәрсе шықты ма? Мемлекеттікі болу керек деп сөйтіп естеп, 2017-те почти әжептәуір сумманы тоже маған айтуға болмайды. Мен бірақ айта аламын, ол жерде 10 миллиард емес, 20 миллиард емес, одан көп. Сумманы бізден дело қозғалып, конфисковать етіп болды. И сол кезде самый провал қай уақытта потерять еттім деген сұраққа, сол 22 жасында ең үлкен немді жоғалтып алдым. Ол сіздің үйіңізде болып еді ол заттардың бәрі? Ол өзімізде магазин болды, хранение болды, сол жерде бізде тұратын. И келіп конфисковать етіп алып кетті. Бірақ соған қарамастан мен 5 жылдай мысалы үйде мен қалтамда нан, әйелім екеуміз сол уақыттан бастап таныспыз. Мен әйелім кормить етті десем де болады, өйткені даже нан алуға менде не болмады да. Менде проблема сотпен жүрдім. 5 жыл соттастым. Сөйтіп соттасып арқылы 2021-дің ноябрь айында Жаңа Қазақстан кезінде, бұның бәрі ескі Қазақстан кезінде болды. Жаңа Қазақстан арқасында мені не істеп, оправдать етіп, нені біз қайтарады. Конфисковать еткен нәрсе. Часть ғана қайтады. Часть ғана. Керек заттар қалады бәрі. Сонысына да шүкір. Соған да шүкір. Қазір мысалы не істеп отырық. Одан бөлек 22 жасымда ең бірінші орынғаным Сұлтан Бейбарыстың қылышы. Қалай көзге түсіп қалды? Соны айтып берсең, не үшін? Сұлтан Бейбарыстың қылышы. Сұлтан Бейбарысты барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Мысырды бағындырған Сұлтан Бейбарыс. Сұлтан Бейбарыстың қылышы болды. Сұлтан Бейбарыстың қылышы 3 мөрі бар. 3 мөрінде одан бөлек ол қылышта 469 адамның қаны бар. Экспертизадан өткен. Ол қылышта ешқашанда темірден қан кетпейді. Экспертиза қанша жуылсан да, қанша химикаттан өткізсін де, ол все равно экспертизадан көрінеді қан. 469 адам сол уақытын подлинность та енді. Сол адам, сол нәрсе көзге түседі ғой, астон. Сол проблема болды, по идее. Стоимость қанша? Соны айтып жүрсең. Бағасында қазір эфирге шығарғым келіп отқан жоқ. Бағасы ол жерде теңгемен шаққан өзінде 1 миллиардтың шамасында. Примерно мен не істемей қойын. Органда істейтін бір кісінің көзіне түседі ғой солай, заты? Жоқ, айтпай қойған жоқ дейсіз ғой. Әйтеуір біреудің көзіне түсіп қалды. Органда емес, глайс қатысы жоқ, просто не болды да. И сөйтіп, короче, сол қылышты алып қалу мақсатында осына менде үлкен проблема туындай бастайды ғой. Сөйтіп 22 жасымда үлкен не болды? Депрессия болды. Сөйтіп, короче, 2021-ге дейін 17 мен 21. Ол депрессия 5 жылға созылды. 5 жылға 21 ноябрінде бүткіл нәрсені, это все сфабриковано, это полностью не істеп, Верховный сот не постановление шығарып, не істеді ғой, жібереді ғой. Бәрін не істеп, оправдать етіп, бәрін. Ол 2,5 жыл бұрын ғой, иә? Осы 2,5 жыл. 21 деген? 2,5 жыл бұрын. Жақында екен ғой? Жақында болған нәрсе. Сөйтіп, 5 жыл мен бомж болдым десем де болады. Сөйтіп, короче, 2021-ден бастап қайтадан кәсіпке ауысамыз. Хотя я мог бы, да, мысалы, бағана сіздің сұрағыңыз, не үшін елдер бір жұмысты бастайын дейді, не үшін провал болады, не үшін не болады. Мысалы, хотя, да, мысалы, мен 5 жыл страдать еттім, я никогда в жизни біреудің астына барып жұмыс істемеймін. Уже білем, да, қалай ақша жасау үшін. Үйде әйелім мойны мініп жатыр. Ждал дейсің ғой. Вы ждали, когда Wildberries официально разрешение. И сөйтіп, короче... Жоқ, мойында емес, просто офлайн магазин киімді жүргізіп жүрдік, но ол жерде бұндай сумма жоқ. Сумма жоқ. Ол жерде, мысалы, айына 25-20 миллион түсетін. 25-20 миллион енді товар оборот қой, астономшы. ТМЗ-ға кетіп қалатын барлығы. Чистыми, мысалға, айына біз 5-8 миллион, 7 миллион табатынбыз. Чистыми, офлайн магазинде. И то еще 2021-ның бас жағынан бастап сондай ғана таптық. Хотя сөйтіп, короче, не істемедік, Біз негізі бастамаған бизнесіміз жоқ. Негізі 5 жыл үйде просто так жатқан жоқ. Жатқан жоқ мен 5 жыл просто так соттасып жатып үйде жатқан жоқ. Үлкен сумма тауып.
жетілдіре тапқаны бір кішкене ана офлайн магазиннен ақша түседі ғой, жинаймыз ақшаны. Күнде магазиннен наличный ақша алып келемін мен. Аламда еще деген не бар ғой, как его, залда тұратын не дейді, гарнитур дей ма, не дейді, шкафтар бар ғой, серван нелер тұратын, чайный сервиз бірдеңелер тұратын. Күнде наличный әкелеміз, соның үстіне жинай береміз ғой, ақшаны лақтыра береміз. Ол жерде ешкім көп ақша бар деп ойламайды на самом деле. Кішкене ақша жиналды ма, қандай бизнеске саламыз, ананы көреміз, мынаны көреміз, в общем. Мен соттасып жүрмін. Соттасып жүрген кезде жасамаған бизнесіміз болмады. Ляска өзінің магазинмен жұмыс істеп жүреді, мен параллельно ё-моё, даже до такой степени сайт жасадық, одан бөлек өзіміздің приложениямызды жасадық. Ол магазинге ма? Жоқ, менде автозапчасть сатып алатын приложение жасадық. Автозапчасть жасайтын 100 грамм сияқты біз приложение жасадық. Одан бөлек менде қасында бір айтишник бір бала болатын, вообще прошаренный ғой анау. Банковский приложениеға защита жасадық. Банковский приложение защита жасадық, короче, банкқа прилагать етеміз. Security неше? Олар мысалы әр банк SMS келеді ғой сіздерге. Банктан осында код есігі. Ол SMS расход платный. Каспийге кіре алмадық. Халық банкқа біз кіреміз. Ол кезде Шаймерденова деген бір әйел кісі болды, по фамилиясы не ошибаюсь, кешірім өтінемін. Бірақ сол кісілер арқылы не істейміз, шығамыз. Банковское приложение предлагать етеміз ғой. Олар жыл сайын 2 миллион доллар SMS-ке ақша құртатын. Чтобы сэкономить. Сэкономить, чтобы это деньги, защиту, чтобы сделать. Сондай ана бала, прошаренный бала, сон темамен де жүрдік. Короче, там Украинадан айтишниктер келді, оларды асырады. Одан бөлек, короче, не жасадым? Бәрі біткеннен кейін аукциондарға қатыса бастадық. Қайтадан аукционға қатыса бастадық. Аукцион қатыса бастадық машинамен. Капарт, ИАЕ деген Америкада сайттар. Сол ляскадан, короче, ақша түседі магазиннен. Сол ақшаны жинаймыз да, машина заказ береміз дейміз ғой, короче. Так, мы будем заниматься машинами дейміз да. Екеуміз түнгі кешкі сағат 12-де Копарт бастайды. Копартта заказ беретін адамдар өйді. Түк-түк-түк-түк-түк, ана музыкасы бар ғой андай. Қорқынышты асықтыратын музыка да, аукцион. Екеуміз отырамыз, кетті, Арменияға кетті. Сөйтіп сонымен айналысып, ояқтан Камри не істеп, отып алып, Камриға ақша жіберіп, граница, анет, световкада тұрып қалады ақшамыз, сөйтіп бытш болды. Одан бөлек, башы, даже параллель немен де айналыстық қой. Игровой автомат. Игровой автомат қойды. Анандай ше, анау. Кино бар ғой, кино. Сондай игровой автомат. Карситиға, бүткіл Карсити біздің аппараттар тұрады. Магазиндердегі қойып береміз. Қолымызда көп кітады. Содан зеленый базарға не автоматтары қойыпшы. Хотя не болды, өзі. Заңдеді ғой көзе. Ол кезде не компания болды. Бір нәрсе, Лото бір нәрсе деген компания. Лотоматик. Лотоматик. Сәтті жұлдыз. Сәтті жұлдыз не лицензиясымен официально это легальный бизнес. Ойлап қалмаңыздар бір. Нелегальный бизнес. Ол уақыттарда емес. Ол же сәтті жұлдыз деген лицензия алғаннан кейін сондай Карситиға, короче, Карситида общий 16 точка болды, а зеленыйда 11 12 точка болды. Еще деген ана продуктовый магазиндерге қойып тастайды. Магазин продуктовый. Біз кішкентай кезде көрдіміз. Қолымызда кілт, короче, қасында бір дос бала, короче. Ол еще ерунда. Ладно, сен лотоматик, біз ойладық қой, все шика было. Но аппаратты сындырып кететін болды ғой. Біреулер ақшасын жұтып қойса, аппаратты сындырып, ана жерде ондай өзінің рискісі бар, короче. Сөйтіп, короче, неше түрлі нәрсемен айналысып келе, енді кешірім өтем. Бәрібірде неге келдік қой, қайтадан саудаға ше. Услуга это не наша дедік. Да. Сөйтіп саудаға келіп, Аллаға шүкір қазір. ВБ-ға келдік қой, ВБ-ға келдік. ВБ-да просто офлайн магазинде мысалға күнде бізде максимум 1,5 миллион ғана потолок етін да. 1,5 миллионнан асырамайтын. Қазір 15 миллион күніне почти. Күніне 15 миллион. Да. И ВБ-ға келген кезде бір аптадан кейін бізде уже выручка 2 миллион болды. Прикинь? И сен деген қанша жыл офлайн магазин жүргізіп максимум 1,5 миллионға келіп тірелесің да, упираешься и не можешь дальше да перепрыгнуть. И тут ВБ-ға тіркелесің, и сразу бір аптаның ішінде сен 2 миллион жасап тастайсың. И мы такие, а что так можно было? Ляска бұл жерде ана максимально 1,5 миллионға да жеткізеді. И сосын уже дополнительно тағы бір магазин ашу керек болды. Тағы магазин ашасын. Аяқтан фокусын теретін анаған сөзін көріш. И того максимально 1,5 миллион қойып магазин расширять етіп атсақ та ше. Расход увеличивается, наоборот, ана магазин ашқан сайын прибыль азайып жатыр ғой вообще. Бірақ потолок сол ғана да.
И сөйтіп короче ВБ-ға кіріп күніне 1,5 миллион. ВБ-да блин масқара, не аренда жоқ, не сотрудник жоқ, не сатушы не продавец жоқ, ешкім не жоқ. жоқ короче. Единственное ТМЗ ғана не істеп отырасың и сатып отырсың. Еще даже фотосессия жасамайсың ғой, офлайн магазинде мысалы инстаграмға әртүрлі фотосессия жасайсың ғой. Соны сүйретіп Потому что біреудің фотосын ұрласам маған сразу жазатын инстаграм танымал еді, Медина стайл. Оны бөлек давай айтайық, ана ВБ бойынша қалай келгеніміз, оның историясы вообще басқаша. ВБ-ға келгеніміз, енді прикиньте, өзіміз деген уже қанша жыл енді сот, анау мынау и бар тапқан магазин, офлайн магазин, инстаграм арқылы сату, офлайн магазин ақшасын аламыз, басқа бизнеске саламыз ғой, дамыту үшін. И не получается. Я беременна уже так устала, то есть енді реально любой әйел адам мысалға жұмыс істеп жүрсе, ер адам жұмыс істеп. Былай ғой, ер адам жұмыс істесе, ол деген әйеліне міндетсінбейді. Оны деген как будто должны қабылдайды, потому что ол еркек әйел адамды бала шағаны асырау оның міндеті да. А когда әйел адам жұмыс жасаса, күйеуі деген одан астапса, біз міндетсінеміз. Ол біздің, потому что әйел адам табиғаты ол ақша табуға арналмаған да. И тут уже идет андай еркектің орнына әйел алмасып кетеді, энергомен болып кетеді, и конечно уже андай сөйлегеніңде басқаша дух жинап аласың ғой, былай. Басқаша болады. Қаманса подколып болады. По-любому сондай болады. Еркектің қадірі кетеді, еркек адам жұмыс істемесе болады. Қанша, тем более аяғы ауыр әйел адам ол псих та, на самом деле. Любой әйел адам мойындайды, нервный, өзімен өзің, короче, ешкімнің сөзін көтере алмайсың ғой, Бай ғой, машинамен айналсамыз, не получается. Игровой автоматтар қоямыз, хотя бы самый мықты точкалар қоямыз, ақша келеді, жоқ болады. Береке жоқ. То бір проблема пайда болады, бір нәрсе болады, ақша аяққа кетіп қалады. Хотя түсіп жатыр ғой ояқтан же, бірақ көрінбейді ол. Потом еще біз деген жаңа аукцион жаңағы ненмен айналыстық қой, индус алдап кетті. Ол индусты алдады, короче. Лондоннан тоже Құран заказ береміз ғой. Тоже аукционға қатысамыз, бірақ ол жерде PayPal-мен төлеуіміз керек болған официально. Абелхан алады, кішке комиссия бар да ол жерде. Эконом жасаймыз да, короче, напрямую аударамыз ғой оған. eBay-ден сатып алам мен по идее оны ше. И сөйтіп, короче, прямой eBay-ден арқылы өткізбей, мен прямой продавецке шығамын да, eBay-ден процентін төлемей, короче, давай мен сан балай төлем, маған азам. Личкасына шығамыз ғой. Личкасына шығып, короче, ақшасын прямой аударам, короче, мен кетіп уақыттырады ғой. Сол кезде 2021-де апрель айында как раз не болды. Датасында есімде. Әйелім екіқабат ол кезде. 4 апрель ме еді? 4 апрель еді. И сол кезде не бастасам да сот болып отыр параллельно. И мияқта не бастасам да жүрмейді ғой, короче. Вообще ақша келмейді. Только минус ғой, короче. Үйге мен анандай до такой степени уже бір моментте үйде ұйықтап тастасам. Не болып кетті, короче. Наоборот, үйге ақша алып келудің орнына мен әйелдің даже ақшасын зарабатывать етіп отқан нәрсесін неға кетіп отыр ғой деп ше. Не үшін неблагородныймын деп уже анандай өз-өзімді жей бастадым. Почему такой неудачник такой? Неудачникпін деп уже анандай өз-өзімді жей бастаймын ғой. И сөйтіп, короче, сол апрельдің 4 күні әйелімнің, короче, ағасы бар, інісі бар, сосын сестрасының күйеуі бар, жездесі бар, сосын сестренкасының күйеуі бар, несі бар, бажасы бар, мен бажамын, короче. Сөйтіп, короче, әйелімнің туысқандарымен еркек болып неге барамыз ғой, баняға. Общаковский баняға. Сөйтіп, короче, саунаға емес, қыздар жоқ. Общий баняға барып, и сөйтіп, короче, бұл маған айтады, 11-де үйге кел дейді. Мен 11-де емес, сағат 1:30-да келдім. 1:30-да үйге келем ғой. 11-ден баса звондайды, мен телефон алмадым. Звонамын, баняда болдық. И сосын, короче, 1:30-да келсем, есікті ашпайды мына кісі. Ровно, короче, 2:30, жоқ. Я 3:30 сағатқа кешіктім, почти. Сосын, короче, ровно қанша уақытқа кешіктім, сол уақыттан кейін маған звондап тұрмын, мен дворда жүрмін, короче. Үйге кір, короче, есікті ашып қойым дейді. Үйге кірем, хайвай ғой ана. Ұлы отан соғысы. Екі қабат бұл кісі. Әңгіме айта алмаймын. Не ұрыс алмаймын, сөз қайтара алмаймын. Бір нәрсе болып қалмасын деп ше. Уже туайын деп жүрген. Аяғың ауыр болған жақсы да, ер адам барлық неңді көтереді. Қазір ғой, тілі шықты уже. Ақша тауып деп қойсайшы. Бірінші атаман болып жүреді видеода нормально. Қазір ғой, ер адам бірінші атаман болып жүре берген жақсы негізі. Сөйтіп, короче, ұлы отан соғысы бастады үйде.
сен мен ақша, мен жұмыс істеп жатырмын, мен еңбек етіп жатырмын, киім тасып жатырмын, ақша тауып жатырмын, сен қайдағы жоқ, аппараттарына салдың, ана индусқа бердің, машинада тұрып қалды, не жұмыс таппайсың, ақша таппайсың, мен уже туым керекпін. Мен баяғыда өзім фотосессия жасап, до екі қабат, короче, өзі фотосессия түсіріп инстаграм арқылы сататын ғой. Ол кезде фигурамыз нормальный болған кішкене. Мен екі қабатпын, не киімдер жараспайды, анау мынау, короче, не офлайн магазин сауда дұрыс болмайды, неше түрлі модельдер дұрыс салмайды киімді, короче. Сөйтіп быт-шыт боламыз, 3 сағат ұрсамыз ғой. Короче, мен ұрсам, ол ұрыспайды, үндемей отырады. Сөйтіп ана дата көсеп намысқа тиеді сөздер. Сосын, короче, таңғы еще екеуміз екі комнатаға ұрысқан кезде мен басқа комнатада жатамын. Сөйтіп телефонды ашып қарап отырсам, Тенгринюсті оқып отырмын ғой, короче. Валберс, короче, Қазақстанға нарығына официально одобрение берді, короче. Теперь казахстанцы могут торговать на ВБ деп. Валберске деген сондай сообщение оқимын ғой. Нифига себе деймін ғой, короче. А мен ол кезде аукцион, eBay, бәрі мен уже маған жақын тема да ол. Приложение, сайт, бәрі маған жақын тема да. Онлайн деген маған жақын тема. Сосын мен тұрамын да. Мына кісінің магазинде товар жалып сетті ғой бағана сүйретке. Мен ВБ-ға не істеймін ғой, изучать етемін ғой, ВБ-ны продажасы. Сол 2021-де продажа айуан болып жатқан. Россияның өзінде. Қазақстанда жоқ еді, Россияда продажа мықты болып жатқан. Сөйтіп, короче, ровно мен 4 күн үйден шықпаймын ғой. Сол Валберсті изучать етемін. Регистрация жасап аламын. Қазақстанда іздеймін, барлық жерде іздеймін, короче. Инстаграмға да ляскаға айтамын, ВБ-мен айналысатын бар ма деп салып қойшы деймін ғой, короче. Салат бұл, ешкім жоқ, шықпайды. Ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Телеграмға да кіремін. Ютубта бәрі орыстар ғой. Сөйтіп орыстармен обучение өтейін деп жатсам, олар, короче, менен 100 000 рубльдан жоғары ғой обучение. Ол кезде 100 000 рубль дегеніміз, это 600 000 теңге, 600 000 теңге кішкене нормальный ақша болатын ол кезде бізге. Сол кезде экономия істеймін деп, сөйтіп, короче, 4 күн изучать ете келе ВБ-ны. 4 күннен кейін, короче, ВБ-ның нарығына кіреміз ғой. И бір проблема болады, бәрін келетам да, продажаға шығара алмаймын ғой, товардың бәрін карточкасын создавать етемін, бәрін идеально, продажаға шығара алмаймын. Ол кезде ФБС деген нәрсе бар, остаток енгізе алмаймын ғой, сол кезде проблема болады. Сөйтіп бір орысқа, короче, 5000 теңге келсе 1000 рубль. 1000 рубльға телефонмен сөйлесіп, мен айтам, осындай, короче, Лена ата. Лена, можете помочь, короче? Остаток не могу. Товар не продажа не выходит. 1000 рублей заплати, короче, тебе покажу. 1000 рубль аударып жіберем. И сосын, короче, маған көрсет, остаток телефонмен. Продажа шығады, продажа шығады, короче, заказдар. Астында бастар ма? Тырлайды ғой. Маңырап кеттік. Маңырап кеттік. Бір аптада бүткіл магазинде товарын сатам ғой. Мынау ауыз ашылып кеткен, не болып кетті, Инстаграм жайында қалды. Офлайн магазин жабылып кетті. Офлайн келіп жатқан клиент жайында қалды. Еще біз бір аптада почти бүткіл магазинге товар жібереміз. Ол кезде 7 миллион теңгенің товарын жібереміз. Заказдар түседі ғой. 7 миллион теңгенің товар заказ түседі. Бірақ өзі бір апта деген түсу керек ақша. Сөйтіп бір аптадан ақша түсіп, мә қызығып, уже заказдар неше түрлі карточка. Бұл маған уже условие қойып тастаған. Күнделікті сен 5 карточка товар создавать етесің, мен саған 5 түрлі киім тауып беремін, короче. Киімнен бастағанбыз ВБ-да. Сөйтіп, короче, түріктермен на связи, мен түрік байырым бар өзі Турцияда, Стамбулда. Омер, сходи, фабрикаға бар да тап дейсің, ол заказ түсіп қояды ғой. И ол кезде Турциядан товар 3 күн ішінде келетін. Неше түрлі курткалар, көйлектер, 5000 теңгенің көйлектерін 50 000 теңге сатам ғой. Ойланып, маржа деген. Турция, Бишкек, бәрін саттық қой. Еще Бишкекте мен байырым бар. Кім, аты кім енді? Ё-май, атын ұмытып қалдым. Есімі шығып кетті. Стёганый куртка есінде ма? Саян. Стёганый куртка есінде ма? Турецкий. Стёганый куртка, короче, почти 1000 штуктай саттық ВБ-да сол уақытта. Себестоимость куртканың өзі 13 000 теңге келуімен бірге. А біз оны 140 000 теңгеден сатамыз ВБ-дашы. Былай жүрдік қой, короче. Абырой бар. Абырой деген былай ғой. Үйде чай, тамақ, бәрі дайын ғой. Өзі сөйтіп, короче, сөйтіп жүріп, Аллаға шүкір, қазір осы жағдайға жетіп отырық. Неше түрлі қиындықтар болды. 5 жыл депрессияда біраз не істепсіздер, бизнес ашып жауып. Ой, неше түрлі бизнес. И сол да, мысалы, бағана Еркебұланға жазып жатқан адам болсын, или біреу болсын. Ол, по идее, бір бизнестен ол сразу успешно болмайды. Не, вообще мен айтып отқаным, просто Қазақстанда не көп қой, инфобизнес жақсы дамыған ғой. Бірақ енді бізде енді амал жоқ қой, біз мысалы бизнес таңдау болғаннан кейін біз енді халық түсіну керек та, по идее былай айтқанда біз
бизнестер көрсетеміз кетеміз, ары қарай біз енді жауапкершілік алмаймыз ғой. ол бизнес Бірақ деген маған деген көктемде шығып кеткен баяғы мен танымайтын біреулер звондап сен алаяқ бір. Мен айтамын, менің жұмысым сол бизнес таңдау деген атайып тұр. Бизнестерге разбор жасаймын да, просто адамдар таңдап әркім өзінің жауапкершілігі, мен ешкімге ал деп айтып отқан жоқ. 100% идеальный бизнес болмайды никак. Сондайлар өте көп, короче. Еще бүйтеді ғой, 100 мың теңге Еркебұлан мен ана кісіге төледім дейді. Сосын айтады, мен күйеуіммен ажырасып кеттім, 2 балам далада қалды, атам қайтыс болып кетті, үйім өртеніп кетті. Айналып келгенде сол 100 мың теңгенің несіне сен кінәлісің, сен ютубыңды көр. Ол деген просто адамның жауапкершілігін өзінен ала алмайтын адамдардың айтқан сөзі. Ол деген мүмкін ол кісінің кәсіпте опыты жоқ. Ол деген әлі өмірінде минусқа кіріп көрмеген адам да. Былай ғой, перебью. Кәсіпкер это адамдар, которые да, мысалы бизнесмендер, нелерші, ол жауапкершілікті өзіне ала алатын адамдар ғой. А жауапкершілікті өзіне ала алмайтын адамдар кәсіпкер емес, олар наемный сотрудниктер, барып кел, шауып кел, ананы істеп кел, мынаны істеп кел, там бір нәрсе сондай да. Кім кәсіпкер, бизнесмен болам деген адам өзіне жауапкершілік алып білу керек. Сол алып білсе ғана кәсіпкер бола алады. Жауапкершілік ала білу керек, және он должен понимать, что ол деген либо получится, либо не получится. Ол бизнестің бәрі прям бір щелчокпенен прям на ура ешкім бизнес сразу жүріп кеткен емес. Айтып кететін еді. Мысалы бізде офлайн магазинде мен өзім 3 рет аштым. 1 рет минусқа кірдім, 2 рет минусқа кірдім, 3 рет получилось. ВБ-да то же самое, ең бірінші біз минусқа кірдік. ВБ-да да минусқа кірдік. Одан бөлек мысалға дұрыс упаковка жасамай кірдік, 7 миллионға сатамыз да, часть, короче, дұрыс жібермейміз ғой. Из-за того, что нехватка знания. Сол опытпен келе. Біз біреудің опытын сатып алған жоқпыз. Біз дайын обучение сатып алған жоқпыз. Біз өзіміз методом тыка минусқа кіріп кеттік. Мүмкін если біз жайын жетпей, ақшамызды аямай біреудің обучениесін сатып алса, орыстар деген, может быть, минусқа кірмейтін бедік деген сұрақ та. Бірақ орыстармен сол кезде мен обучение алғымызда келді. Біз ешкімнен оқыған жоқпыз. Бірақ алғымыз келді, бірақ ол кезде Қазақстан системасы басқаша болатын. Орыстардың аккаунттары басқа, біздің аккаунт басқа. Оплата орған моментально түседі, бізге оплата через Денис Король, анау-мынау деген адамдар через сен счетыңды кәсіп емес ол кезде. Корона ма? Оны нені ақшанды жоқ свифтовкамен жіберетін, оны, короче, бухгалтерияға енгізу керек болатын ВБ-ға. Ол жұмысы көп болатын да. И орыстар біздің системаны білмейтін Қазақстанға. Так как пока ол кезде Белоруссияға доступ берді, Қазақстанға доступ берді, белорустар мен қазақтар қиналды ол кезде, біз қиналдық. И орыстардан обучение алайын деп жатсам, обучение условия қойым, короче. Бәрін нандай условия берсем, білмейді ешкім. Тек қана айтады, обучение келетін болсан, біздің российский ИП болу керек, либо ООшка болу керек, біздің как. Олар білмейді Қазақстан системасын. И амал жоқтан біз ешкімнен оқымай, минусқа кірдік, қадалған немен сөйтіп, қазір Аллаға шүкір, қазір жақсы жұмыс. Қазақстанда алғашқылардың бірісіздер ғой сіздер. Қазақстанда алғашқылардың біріміз. Мен точно мен айтпаймын, мен ешқашанда мен ең бірінші регистрация. Хотя 4 күні регистрация не істедім, мен 5 күн азында регистрациясын ВБ-ға шы. Бірақ мен оға дейін де может быть сауда жасаған адамдар да бар шығар. Мен сол үшін российский ИП-лар мен. Российский ИП-лар. Мен сол үшін мен алғашқылардың бірі деп айтамын да, ең бірінші деп айтпаймын. Окей, ал қазір күніне 15 миллион оборот. Айда қанша ол жақта? Арғалай товарға байланысты среднем 38%. Это значит 30-38. Бір 6-7 миллион, не? Жоқ, 6-7 миллион емес. Среднем 15 миллион, грубо говоря, 5 миллион. 5 миллион. Расход тек себестоимость па или қалай? Себестоимость қана расход па? Нет, расход көп. Расход көп. Мысалы 15 миллион болып жатса, мысалы бұл жерде бізде бір товармен болса, мысалы өткен 3 ай бұрын біз тек қана бір товармен ғана сататынбыз. Ол кезде 3 ай бұрын емес, жарты жыл бұрын, көктемде. Көктемде біз бірақ вид товармен ғана сатып отырмыз, пижама, женский деген. Тек қана 4 цветі ғана бар, бір модель ғана. Ол жерден біз конкретно маржаны да білеміз да қанша процент екен. А қазір бізде ассортимент үлкейтіп жатырмыз. И сол себепті де әртүрлі. И среднем сізге 38% деп жатырмын. Мысалы біз 20%-тіктер де бар. Кейбір товарларда 10%-тіктер де бар. А кейбіреудікі бірге бір қосатылатын. Сложить примерно 38%-ке дейін жетеді. Бірақ мысалы 15 миллион жасап жатырмыз, ары кетсе бір 6 миллионға дейін жетеміз, а так 5,5 миллионның арасында бізде. Күніне қанша уақыттарын естер? Мен сторис көрген кезде всегда компьютер ұстап жүресіз. Күніне мысалы анандай физически жұмыс жоқ бізде. ВБ мысалы мен күніне бір 2 сағат 3 сағат құртам.
хоть мысалы Команда мен- бар бірақ, команда Команда бар бар, мен өзім жұмыс істемеймін 2-3 сағат ана кнопканы басып бір нәрсе жасамаймын задача бар. бірақ Мен- істедік кезінде. кезінде істедік а қазір мен новый товарлар іздеу үшін мен кіремін Анализ жасау үшін. анализ жасау үшін Конкуренттер не Мен- сатып жатыр, не мен- сатсақ болады новыйдан деген. мен өзім задача қоймаймын біз өзіміздің аккаунтымызға практически кірмейміз өйткені бізде командада бізде отдел Китаймен жұмыс істейтін бар логистикамен жұмыс істейтін адам бар бізде именно карточкамызды толтыратын адам бар бізде именно рекламаға қарайтын адам бар оның үстінен бізде финансист бар оның үстінен қарайтын бізде бір қыз бар короче бүткіл системаны қалай Москвада бізде бір адамымыз бар осы системаны құрып қойдық өзіміздің товарымызға барлық системаны короче жасап қойдық біз практически қазір жұмыс істемейміз біз единственное тек қана өзіміз новый товарлар новый возможностьтарды іздейміз да енді бізде көрермендерде бір традиционный сұрақ бар. Мысалы, неге өздері сонша ақша тауып алады, неге курс жасайды деген бір сұрақ. Бұл деген мен өте жақсы көретін нем. Недавно бір жыл бірақ уақыт не оқытқан жоқпыз Соңғы бір жыл, соңғы бір жыл оқытқан жоқпыз тек қана бізде наставничество 4-5 адамнан и то ол күні кеше ғана да. Не ғой, не үшін обучениені біз тоқтатып тастадық? Ровно бір жыл бұрын лично өзім мен официально алдыңғы жылы августте айтып, соңғы рет интенсив жасап, мен обучениені тоқтатып тастадым. Себебі, мысалға бүгін сіз келдіңіз, мен студентім болып келесіз де, оқып кетесіз, бір аптадан кейін мен сізді таргеттен көрем. Я эксперт по Wildberries, работаю уже 3 года, оборот 100 миллионов деп таргетке мен күні кеше оқып кеткен адамдар шығады да. И я-то знаю, что на самом деле он так не зарабатывает. И на самом деле действительно инфо-цыгандар көп болып кетті. Инфо-цыгандар көп болып кетті, өтірік айтатындар көп болып кетті. И бір-екі жерде ой инфо-цыганы деген сөз менде триггер болды. Инфо-цыган деп айтқан нәрсе мен намысыма тиіп бастады. Типа, если өздерінде ақша көп болса, не үшін бұлар обучать етеді деген сұрақтар. И, видимо, я хотела доказать, что ли, кому-то, типа, мен и без обучения могу жить нормально, и могу зарабатывать денег деген сияқты. Бір боль болды. Мен үшін адамды оқыту ол деген, я это любила, но жаңағы көптің айтқан сөздеріне мен әсер етті маған. И инфо-цыганы көбейіп кетті, инфо-цыган деп бізді де айтты. И, видимо, сол сөз менің намысыма тиді ма, и оқытқым келмеді. Видимо, я хотела доказать себе, что я твердый бизнесмен. И көп жерлерде, мысалға, Wildberries эксперт деген кезде Ляззат Абилхан болып кетті, а мен деген уже твердый бизнесте жүрген адам, ол қанша жыл бойы мен үшін просто так Wildberries эксперті болу үшін мен үшін позорно болды. Ят болды ма? Ят болды. Инфобизнесте жүру, мен талай жыл опытпен келесін, и резко сен эксперт болып кетесің да, ВБ. И просто так мен ВБ-ның эксперті болғым келген жоқ, потому что мен изначально кәсіпкер болғаннан кейін, блогерство, там, эксперт деген мен триггер болды. Мен ұнатпадым оны, жүрегім қаламады. Одан бөлек анау конкуренттер пайда бастады. Конкуренттер дегенде именно біз инфо бастаған кезде именно Wildberries бойынша бізде ешкім болған жоқ. Ең бірінші қазірде жоқ бізде конкурент. Ешкімде болмағанда ең бірінші біз бастадық обучениені. И қазір сөйтіп Ляска бәріміз тоқтаттық не үшін? Өйткені біздің оқушыларымыз уже эксперт бола бастады. Оның ішінде жақсы эксперттер де бар, жамандар да бар. Жаман да бар. И сол өзіміздің оқушыларымызбен дальше байковать етіп жүреміз, как будто анандай ата мен апа болып қалдық та, балдарымыз шапсыншы деген бәйгеге жібер дейсіз. И анандай бір өзімізге бір как будто, знаете, как будто доказали, что мы самые лучшие, и вот такой момент, как будто сен потолокқа жеттің. И біздің оқушылармен байковать етіп жүреміз ба деген анандай бір өзімізді типа как будто унижение сияқты болды. Унижение болды сияқты. Как будто унижение сияқты болды. А так, Тачки деген мультфильмде бүйтіп артқа қарай кетіп қала салады ғой сол сияқты. Сөйтіп, короче, не істедік. Но, тем не менее, мен сіздерге айтайын, нарықта 90-95% ВБ мен қазір эксперт болып жүрген практически барлығы бізден оқып шыққан оқушы бар да. Хоть любой оқушыны айтсаңыздар да. 90% бәрі емес. 90. Вообще негізі оқуға кеңес бересіздер ма? ВБ емес, жалпы инфо бизнесте. Просто бұл жерде просто Wildberries жалпы ВБ продукт ол тяжелый, да? Потому что бізге қатысыз нәрселер бар, мысалға рубльдің құлап кетуі, границада товар тұрып қалу, либо Wildberries внутренний правиласы, офертасы өзгеріп кетуі мүмкін, да? Мысалға біз оқытамыз, бірақ келесі күн не болатынын білмейміз. Ол деген, мысалы, SMM мобилография сияқты емес, SMM-ді, мысалы, үйреттің, ол бір определенный алгоритм бар, ол істеп кете алады да. А ВБ-да бүгін информация актуальны да, ол ертең актуальны болмай қалуы мүмкін. Күн сайын дамып отыру керек. Да. Сол үшін де именно Россия нарығында
именно инфобизнестің ішіне не үшін именно Валберс бойынша актуальны десеңіздер, өйткені информация всегда жаңартып отырады. Мысалы, Что-то ең мықты постоянно адам бар ғой, мысалы, ана Хамада несі еді ғой, сол кісілердің өздері де оқытады ғой, мысалы. Өйткені не үшін ол тема всегда актуальна, потому что всегда Потому что там есть деньги. Алгоритм меняется, и всегда есть деньги. Қанша адам кірсе де әлі де бар иә ақша. Конечно. 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 Қазір бар ғой, мысалы, маған айтса, мысалы, міне, менде 500 миллион теңге ақша бар, давай егерші десе, мен 100% егеріп тастаймыз, да? Просто бұл жерде егеру деген, мысалы, көп адамдардың, мысалы, сөзге байланысты адамдардың өзінің уровені бар, да? Мысалы, әр адамның ауызы мынандай болып жатса да, глоток кішкентай, да, понимаете? И сол себепті де, мысалы, көп адамдар жыртылып жүрсе де, мысалы, мен осынша ақша жасап жүрмін, былай, да? Оның глотогы қандай екенін білу керек, да? Оның миы ол сумманы қабылдамауы мүмкін. Мысалы, біреу жұтуы мүмкін, 1 миллион теңгені жұтуы мүмкін, біреу жұтуы мүмкін, 100 миллион теңгені жұтуы мүмкін, біреу 1 миллиард жұтуы мүмкін, да, мысалы. Сол себепті конкретно бұл жерде именно сол қанша сумма игере аласың ғой. Соған байланысты опыты бар адамдарға мен смело, мысалы, мен бір новый бизнес бастасам да, если бастағым келсе де, мысалы, я уже не хочу уже терять время на самом деле. Я лучше на самом деле, инфобизнес арқылы, я лучше куплю его время, которое потрачено, его опыт я куплю за деньги, да? Мысалға, осы айда мен 4 миллионға обучение сатып алдым да, даже 4 миллион ба, 5 миллион ба? 4-5 миллионға обучение сатып алдым. Вайлберс бойынша. Арманнан ба? Арман, Нурс, әлі де алуға дайынмын. Әлі де алам, потому что ол деген. Маған ол нәрсе керек емес, әйеліме керек. Бірақ бірге барып жүрсіздер. Жоқ, мен бармын. Бармайсыз ба? Сіз көрген сияқты емессіз. Мен Нұрстың несіне последний күні 1 күн барып қалдым. 2 күн барып қалдым. 2 күн барып жүреді, короче, азанда мен оятады, кеттік Нұрстың несіне барамыз, мастер-майнд. Короче, знаете, вот честно, на самом деле, менде де триггер болды. Обучениеға барсаң, андай бір, ну, типа, я же таки так лучше, что мне обучаться, деген сияқты, я же предприниматель, что мне там блогерская туса, деген бір өзінше бір эго болды. Но әрбір адам, он несет в себе определенную информацию. Мысалға, Нурстан мен көп инсайт алдым, Мағжаннан көп инсайт алдым, Арманнан көп инсайт, Карина. Әр адамның өзінің жүріп өткен өмірлік опыты бар, и каждый человек өзінің бір линиясында ол мықты да. И оны мойындау керек, керек. Әр адам өз сферасында мықты, да? И сол себепті, мысалы, Мағжанның несіне қалай барып қалдым, ана мастер-майндына. 2 күннен кейін мына кісі айтады маған. Короче, азында менімен бірге барасың. Неге мастер-майндқа? Короче, ұрыс қаламыз. Короче, не үшін мен вообще машина айдағанды ұнатпаймын. Бізде қазір 4 машина бар, 4-еуі де паркингте тұрады. Мен не хочу, вот. Кезінде, бірақ хотя мен жас кезімде андай бір күшті машинаға мініп алып, музыкаға қойып, қалада жүресің. Ол деген сол моментте менің возрастыма сол күшті понт етін. Я прям удовлетворялась. О, ты такая красавчик, ты вообще молодец, күшті машина алдың. Өзің, без ничей помощи. И маған реально ол мақтаныш болды, что я сол уровеньге жеткенмін. Қазір ол маған уже мақтаныш емес, да? Мен даже элементарно машина айдағым келмейді, мен бір жерге кетіп барсам, мне легче Яндекс вызвать. Так, келеді Яндекс, менемді кетіп қалам. И таңертең тұрым, сол күні күн суық болды да, и уже Яндекске шейін жай түскім келген жоқ. Я Әбілханға айтам, либо қазір мен жаурайып ауырып қаламын, либо сен мені апарасың. И сондай ультиматум қойып, как раз мен өзім ауырып жүргенмін ол кезде грипповать. Сосын мен барам да, апарам да, и сосын маған уже не істедік, кір дейді. Бітті ғой десем, сөйтіп, короче, соңғы күндер кіріп кеттім. Ол 5 күндік болды ма? 4 күндік болды. 4 күндік. Армандікі? Армандікі 5 күн болды. 5 күн, иә. Күшті. Сол, үйрену керек всегда, даму керек. Дамымаса адам успешный болмайды, никогда. Сол үшін, мысалы, қазір инфобизнес и так далее, да, просто надо әр адамнан өзінің керек нәрсені ала аласың. Мысалы, маған ертең, мысалы, мен хоть Нұрсмақ маған айтса, мысалы, Нұрсұлтан маған айтса, сен маған обучение кел, сен блогер болсын десе, мен 100% оған мен не істемеймін. Мен өзім адам қабілетіне байланысты да, мысалы. Или мысалы, Ерекен айтса, кел, Әбеке, короче, осындай маған ютубты үйренесің, ютубты қалай там популярны болуды үйренесің десе, мысалы, әр адам икемі бар да. Мысалы, менде о икем болмауы да мүмкін да, бірақ білім алсам да, бұл кісіден өзіме керек заттарды аламын да, а бірақ вдруг ол маған керек емес та, понимаете, анау бизнес. Керек емес, білушін. Ютубпен жұмыс істейін ба, істемейін ба, уже адамның икеміне байланысты да. И сол себепті де көп адамдар шатастырады да.
инфода мысалы бізде білеміз ғой, ондай бағана нәрсені де білеміз. Мен не үшін ВБ-мен айналыса алмай кеттім, хотя бірге оқып жатқанда жақсы жұмыс істеп жатыр, не үшін мен білім. Сол әр адамның өзінің несіне байланысты, икеміне байланысты. Бізде даже момент болды, бір группаларда бір адам, бізде оқып кеткен студент, тоже өткен кезде сторис салды ғой, мошенник, анау-мынау деп сөз салыпты ғой, таргет жіберді. Сондай ситуация бізде де болды. Ой, бұлар мошенниктер, анау-мынау деп. И на самом деле выяснилось, что ол өзі обучать етеді екен, обучать етіп жүр. Выяснилось, что он наш конкурент. И на самом деле у него есть результат. Наш ученик еще. Результаты бар, өзі обучать етеді, просто конкурент. 3 айда 65 миллион теңге счетына түскен. Хотя результат жоқ дейді. Сосын офисқа тартып алып, сен машина екенсің ғой, сен ертең сотталып кетесің сен онда сөз үшін. И отчетын ашып көрсетіп, реальный результаты бар. 65 миллион теңге счетына түскен Каспий бойында. Ах ты, деп сөйтіп короче. Не істеп жүрем, ментер шақырып, уже не істеп жүрек деп тұрғанбыз, сосын онда бір емес бірнеше адам болды бізде. Кешірім сұрап, не істеп видео түсіп, ол короче. И содан кейін бір моменттен қарасақ, ол эксперт та, Инстаграм неде таргетте жүр, барлық жерде жүр. Сосын короче. Онда емес бір емес бірнеше адам болды бізде. И сосын выяснилось, из-за того, что біздің атымызға кір келтіре, типа өзі мықты эксперт қылып шыққысы келген нәрсе да, понимаете? Соныстыр ма? Ол ана адамның нездоровая конкуренция. Нездоровая конкуренция, и это ол деген просто адамда түсіну керек та, әр адамның өзінің Аллах тағаланың берген берекесі бар. Ол деген мысалы мен сізді жамандау арқылы сіздің нәсібіңіз, берекеңіз маған ауып кетпейді. Потому что менің маңдайыма жазған береке бар, Аллах тағала маған беріп тұр. Ол сізді жамандап, сізді мошенник, анау-мынау деп таргет жіберу арқылы ол сіздің берекеңіз маған ауып кетпейді. Никак. Или наоборот та. Соны солай дұрыс түсіне білу керек та, әр адамның өзінің берекесі бар. Жаңа Абирхан айтып отыр, әр адамның өзінің кәдігі бар да, тамағы бар да. Аллах тағала сен қаншалықты көтере аласың ақшаны, соншалықты Аллах тағала саған береді. Мысалға мен қазір айтайын, бір-екі эксперттерді білемін, ББ-да жүрген. Кішкене ана ақша қалтасына түсіп бастаған адам менсінбей, бір сондайларды айтады, нағызға жазып еді, маған бүйтіп жауап берді, сіздің оқушыңыз анау-мынау дейді да. Ішімнен енді ешнәрсе демеймін, потому что у него нету жизненного опыта, өмірлік тәжірибесі жоқ, оның кәдігі кішкентай. Кәдігі кішкентай және дым көрмегендігі. Ол деген кішкене бүйтіп ақша тауып бастағанға ол болды, мен все там, мен мықты болып кеттім дейді да. Оның бәрі берекенің бәрі Алладан. Ол деген Аллах тағалам любой момент сен шырайландырып жіберуі мүмкін. Сен қазір тауып отқан там 100 миллионың на 6 секунд Аллах тағалам қайтарып алып қою мүмкін, потому что сен ол ақшаның бүгін көтере алмай жатсың. Сен деген адам менсінбей кеттің, сен тәкаппаршылыққа салып жатсың, сен деген Аллах тағаланың саған беріп тұрған нәрсесін сен деген өзіңе қабылдап жатсың да. Это я сделал, это я старался дейсің да. Жоқ, аспандағы Алланы ұмытпау керек. Оның бәрі Аллах тағалам бұйыртса ғана сен ақша табасың. Ақша Алла тағалам бұйыртса ғана сенің құрметің, сый құрметің болады. Ол любой момент өмір деген андай ғой, бумеранг дейді ғой. Біреуге тәкаппаршылық көрсетіп, жаңағы өзінше болу деген ол өте қате нәрсе. Тем более біреудің кәсібіне, мысалы сіз айтып отырсыз, кеше сторисіңізді көріп қалдым, сізде де хейт бар ма не деп та. Ол деген біреудің жүріп отқан бизнесіне үйтіп кір жасау арқылы ол деген ол никак байып кетпейді, ол алдынан шығады, қалай да болса. Өмір бумеранг қой на самом деле. Өзім басымнан кешті да, мысалы. Мысалы 2017-де мысалы май айларында, апрель айында мен все, я доказал себе деген состояние ғой уже. Не керек? Бәрін аламын ғой. Әлемде не керек маған? Квартира керек пе? Менде мысалы новый келін шығамын, новый келін аламын, Porsche аламын, новый сағаттар шығамын. До такой степени уже анандай да, состояние, я все могу деген да, понимаете? И в это время ақшаны қатты жүрегіме алып қойттым да, понимаете? Алланы ұмытып кеттім да. И бір моментте мынандай жерде тұрғанымда былай аудара салды, понимаете? Бір 6 секундтың ішінде ойыма келмей, маған кім тей салады дегенде уже упор көрмей уже ана тәкаппар болғаннан неден да, ақшаны қатты жақсы көргеннен. И сол үшін былай алды да, былай қала салды. Сол үшін өмір бумеранг да. И надо всегда не істеу керек та? Шүкіршілік болу керек. Аллах тағаламның беріп тұрған берекесіне, Аллах тағалам саған беріп тұрған несібесіне, осы күнгі статусыңа рахмет айта білу керек, шүкіршілік айта білу керек, бірақ алдыға қарай ұмтылу керек. Әрекет ету керек. Ешқашанда біреуді кінәлау арқылы сен адам болмайсың. Біреуге қиянат жасау деген ол самый конченый адамның істейтін нәрсесі ғой на самом деле. И ол никогда алысқа шаппайды ол.
однозначно. Мен де жүргімге болады не деп мысалы государство мен анау тартып алды мынау не істеді мынандай проблема болды. Сол кезде мысалы мен сөйтіп жүрсем Позиции жертвы. позиция жертвы сөйтіп жүрсем мысалы мен успех қандай успех? Жертваларға позиция жертвада жүрген адамдарға ешқашан да успех бармайды. Араларыңызда бар шығар мысалы бір кейбір адамдар болады ғой, жанына жолап кетсе миыңды ашып жүреді ғой. Анау мындай государство, андай мемлекет бұндай, анау мынау, там әкем кінәлі, шешем кінәлі, там сосед кінәлі, ит кінәлі, бәрі кінәлі да, ол ғана кінәлі емес та. Мен ондай адамдардан стараюсь подальше держаться, потому что ол адам просто жертва позициясында, позиция ребенка жүрген адам, ол өзінің өмірінің жауапкершілігін басқа адамға лақтырып тастайды да. Ондай адамдар ешқашанда бір нәрсеге жетеді деп ойламаймын. Вообще күшті. Иә. Бағанағы айтпақшы мошенник дегенге байланысты көрермендер дұрыс түсінбей қалмасын. Жалпы мені просто таргетке шығарған ғой. Осы жігіттен алданған адамдар бар ма? Давайте бәріміз бірігіп шағым айтайық деп. Өйткені өзі просто ешқандай доказательство жоқ, ешқандай шағым айта алмағаннан кейін просто таргет арқылы адам жинаймын деп ойлаған ғой. Сөйтіп заң бойынша не істеген кезде, оказывается, оны 2 жылға соттайды екен. Уголовный дело екен. Сосын барып мен айттым, қой оның бала шағасы бар, керек емес деп ше. Сол ғой біз қой дей саламыз да негізі. Әбілханды да сонда сөйтіп группаларға, ой мен деген мошенниктер дұрыс оқытпады деген адамдар болды. Әбілхан қой деді да, а на самом деле қой емес, біреуін наказать еттік. Біреуін наказать еттік, ол адам сотталды. Әлі де қазірде егерде өтірік жала жабатын адам болса, мен уже қойға қоймаймын, потому что сен үндемеген сайын басыңа сиеді екен. Юрист сразу секрет жабысады. Тамағыңыз жабысады ғой сразу. Біреу қазір біреу бір нәрсе істесе, на самом деле біз кінәлі болсақ, қойшы құрсын деген сайын дана бар ғой, бұға берсең сұға береді деген нәрсе бар да. Ой, бұл үндемеді ме? Один раз у него получился, он второй раз это будет делать. Поэтому обязательно надо одного человека. Необоснованный нәрсе. Баласы бар дегеннен кейін мен айттым, ертең вдруг кетіп қалса, біз обратно шығара алмай қалса ол кісіні, мен обалына қаламын деп ше. Но бірақ егер көріп отырған адамдар болатын болса, негізі ол өте қате болды. Мен кейін жаздым, бірақ енді вроде кешірім сұрағандай болды, но Ереке мынандай ситуация болды, мен де сөйтіп, мен кешіріп жүрдік келді. Анау менде тірлік болды, сотталған туралы мен ешқашанда мен не айтпағам да осы уақытқа дейін. И анандай как будто, знаете, менде бір минус тауып алғандай. Қуанып, соны жария салып, ОПГшник, инфобизнесте, ОПГшник, осымен тірлік қозғалған, не істеген, сот болған, біз қандай да бір немен оқығанбыз деп сонда группада еседі. Хотя ашып қараса анаяқта, мен айтайын, оны семьясына онда сумма жасамаған дело да, мысалы. И зато 100% оправдать еткен да оны еще. И сондай нәрсе, и сол триггер болды да, на самом деле. И как будто ана жерде мен сотпен соттасқан үшін, сол менде мына жерде триггер болды, это как будто это мой минус болғандай. И сосын, уже былай келе бастағанда, а что я стесняюсь? Мен қазір любой жерде айтамын да, мен бетім ашық да. И оказывается, сол адам жасаған, сол бағана мошенник қой, по идее. Оқып шыққан 65 миллион жасаған. Эксперт қазір ол. Мошенник ол. Оны да негізі бар ғой, оны да дәл өзі сияқты можно организовать. Мысалға әртүрлі номермен обучениесін сатып алып, хейт жасап, мошенник деп можно отомстить. Но біз Аллаға қараған адамбыз да, қош құрсын, бала ғой. Ладно, кім қателеспейді деп. Но опять-таки оны біз істемесек те, оны басқа адам істеуі мүмкін да, потому что ол біреудің жолын кесіп кетті, біреуіне қастандық істеді. Ол обязательно ол алдынан шығуы мүмкін да, біз істемесек те басқа біреу істеуі мүмкін. Жоқ, еще қорқынышысы бұл басқаларға зиян тикетуі мүмкін ғой. Мысалға мен жарайды үндемедім, то есть ол тағы да бір продюсермен жұмыс жасады, тағы бір продюсер, сөйтіп келіп ол қатты ұрынуы мүмкін да, бір продюсер. Мысалы сен көз жұма салдың, басқа адам көз жұмбауы мүмкін. Дұрыс па? Может, оған қаттырақ зиян тикетуі мүмкін. Вообще қысқасы сол. Негізі бір соңғы тақырыптардың бірі болсыншы, менде мынандай нәрсе болған, бір оқиға болған. Мен бұрын былай ойлайтынмын, типа менде машина болса, үй болса, сөйтсем деп. Бірақ бір күн мынандай оқиға болды, біз бизнес бастауда жүрген кезде, мен немен жүрем, RX 300 деген Lexuspен. И қасыма 570 кеп тоқтайды. Дос бала ғой енді. Екеуміз бет қатар қоямыз, екеумізде де қара машина, бет қатар қоямыз да, сосын мен айтамын, маған мынандай машина болса менде, күшті болар еді деймін да, братан сен арман жоқша. Айтады, анау айтады, мен бұған вообще не істегім келмейді дейді, отырғым да келмейді,
Ёпты, ана боқтап, короче, бұнша өрте жіберу керек, короче, мен Геренваген алғым келеді, бүйтінге. И мен сол кезде, короче, басыма дың кете қалады ғой. Оказывается, адам деген не екен кәдімгідей. Мысалға, 570 отырған адам басқа нәрсені арман, мен басқа нәрсені ойлаймын. И, короче, сөйтіп жалғаса бере ма деп ше. Біреуге ол арман, біреуге ол... Иә. Кейін мен ақша тауып бастадым, бір айда 7 миллион, 8 миллион, 15 миллион тапқан кезде, сөйтіп тауып кеткен кезде, мені всегда сол картина басымда тұратын ше. То есть мен үшін ақша бұл жай ғана не болып қалды. Бағана сіз айтқан соң жүрекке түсті. Мен сол моментке дейін менде кәдімгідей жүректе болған екен. Мен ақша тапсам бүйтем, ақша тапсам сөйтем. Енді сіздерге сұрақ қояйын, жалпы ортақ бір. Сіздер үшін ақша деген не жалпы? Қандай бір функциясы бар деп сұрақ қойғыш. Ақша, көп адамдар бай ғой, мысалы анандай. Ақша таппайтын адамдар айтуы мүмкін. Қолдың кірі, анау мынау деп ше. Мен айтайын, ақша ол қатты жүрекке алуға болмайды. Бірақ ақшаның арқасында біз ол как инструмент қой на самом деле. Адамға эмоция сыйлайтын, дополнительный мүмкіншілік беретін инструмент. Сол ақша арқылы сен баланды керек жеріне оқыта аласың. Қай жерге бара аласың. Балаңа жақсы киім әпере аласың. Иә, баланы киім әпере аласың, өзіне киім ала аласың, біреуге зависим болмайсың. Ол кәдімгі біздің оны қолдың кірі деген это қате оған айту ше. Ол қолдың кірі деп ондай ақша таппаған адам айтады. Таппаған адам айтады. Өзінің жалқаулығын басу үшін, шүкір деп айтатындар, неде. Мысалы, бұл өмірде мысалы ақша таппай, сен наоборот адам анандай болып өту керек, қиналу керек деген андай позиция бар ғой енді. Мен қиналып өмір сүру керек. Сонда қиналып ақша табу керек деген темада бар ғой. Он мен не поддерживаю. Потому что Аллах Тағаламыз берді, возможность берді. Біз өзіміздің өмір көзқарасымызды өзгерте алсақ, сол инструмент арқылы сол нәрсені қолдану керекпіз. Мысалға, қазір сол ақша енді инструмент қой, ақша деген ол біреуге мүмкіншілік сыйлайтын, эмоция беретін мықты инструмент на самом деле. Мысалға, ақша бар, мысалға, осы соңғы айда жібермеппін, есіме түсіп отыр. Ай сайын мысалға мешіттің салынып жатқанына мен ақша аударамын. Неге аудармасқа, сенің қолыңда тұр. Басқа да семьяларға көмектесесің. Қаншама продукты алмай отырған адамдар бар, мысалы мен оны біреуін инстаграмға жарияласын, жариялаған болмайсың. Соңғы ақшасына жаңағы суық жерде көмір ала алмай, отын ала алмай отырған адамдар бар. 100 000 теңге аударып беріп жүресің. И ол адамның қуанғанын көрсең, сен бар ғой. Ол деген басқаша эмоция. Лучше зарабатывать денег, чтобы дарить возможности людям. Әке-шешеңді там Меккеге жібер, өзің бар, әке-шешеңді санаторийға жібер, әке-шең қартайған кезде үйіне dem там жылы суын кіргізіп бер, отынын кіргізіп бер. Почему бы нет? Когда да. Согласитесь? Мен өзім солай қабылдаймын. Ол деген, когда ты можешь помогать своим близким, когда ты можешь их защищать, оберегать. Бірақ қатты жүрекке алмау керек. Бірақ қатты жүрекке алмау керек. Бірақ мысалы нені көрдім? Жақында ғана көрген шығарсыздар, TikTokта шулап жүр, Инстаграмда. Ана бір блогер бар ғой, американец. YouTube блогер ма? Иә, мистер Битс. Мистер Битс, анау Африкада жүз қалып, жүрегім не істеп кетті анандай ше. Сезім болды кәдімгі. Скважинадан су шығарған. Да такой, мысалы, вот ақшаның күші. Вот ақшаның күші да, понимаете? Қаншама халық ана видеоны көрген кезде, қаншама бала су тауып ішіп жатыр да. Хотя мысалы сол ақшаның көмек арқылы да, мысалы. Енді Аллах Тағаланың несімен ғой енді, но тем не менее инструмент ретінде қолданып, ол кісіні мен қатты уважать еттім. Ең қызығы мистер Битс ең бірінші гонорар бар ғой. Вообще YouTube-қа келгенде ең бірінші гонорарын неге жұмсаған ғой? Қайырымдылық жасап YouTube-қа шығарған короче. И в итоге сөйтіп сол структурамен әлі күнге дейін келе жатыр ғой. Түскен ақшаның бәрін неге салды. Бір қызық айтайын, офлайн магазинде ең бірінші таңертең келеді ғой клиентке, біз всегда өз бағасына товарды беретінбіз ғой. Менде план тұратын ең бірінші келген клиентке всегда максимальный скидкамен бер деймін. И сол күні деген продажа пушка болады. И әр сайын апта сайын менде андай жасайтын, тегін ақша таратам, тегін киім берем. И просто так. И сол кезде каждый раз бата алған сайын адамның кассаң көбейе береді ғой. То же самое Джефф Безос, Марк Цукерберг, Илон Маск, бәрі қайырымдылық жасайтын адамдар. Чем больше зарабатываешь, чем больше отдаешь, и ты еще больше зарабатываешь. Потому что адамға сен эмоция сыйладың, адамның батасын алдың, ол деген вообще басқаша вайп да. И одан бөлек, мысалы, көбісі ойлап отқан шығар, мысалы, инфобизнесте онда не үшін қайырымдылық жасаймыз. Мысалы, бізде қазір халық с нуля үйренем десе, бізде тегін. Обучение тегін бізде.
келіп үйренем, білім алам деп не істесе, база ғой енді полностью ол біліммен ақша табуға болады. Без проблем, тегін. А біз тек қана қазір бізде анандай группа жоқ, бізде тек қана наставничество ғана аламыз, кәдімгідей біз цель қоямыз ол адаммен. Хотя ол обучениені беру үшін де гет курсқа ақша төлейсің, ссылка, автозвонок, оның бәрі ақшада на самом деле. Ақша құртамыз біз. Біз қалтамыздан ақша құртамыз. Бірақ халыққа біз тегін береміз оны. Ақша құртып оқытасыздар ма? Ақша құртып өзіміз бұл зато халықтың сауабын алып жатсың да, и береке басқа жағынан келеді. Бізде обучение тек қана біз жасаймыз, ол наставничество да ол. И то оны біз деген соңғы кезде ғана. Бір жылдай почти біз оқытпадық, и қазір мысалы ол не істеп жүрміз? 3-4 адамды алып аламыз, бір адамды алып аламыз, и сол цель қоямыз, и сол мақсатына жеткіземіз. Вообще инфобизнесте мен тегін деген нәрсені біз өзіміз қанша рет жасадық қой. Менен мынандай қызық болғанын айтып берейін енді. Бірақ видео ұзақ болып кетті, бірақ қысқаша айтайын. Біз, короче, Каспий, маған мен Шымкентте съемкада жүрген кезде Таразға бардық, айтпақшы съемкаға. Сол кезде бір кісі хабарласты маған: Еркебай, мен сенің видеоны көрдім. Менің балам ДЦП-мен, немен ауырады. Оказывается, өз әлем бойынша өз не екен? Қатты ауырады, ем жоқ, бірақ оған не салу керек? Бір укол алсаң, короче, бәленбай миллион тұрады екен, 500 миллион ба, сондай укол алсаң, вдруг жазылып кетуі мүмкін, шанс бар, короче. Сөйтіп мен айтам, окей, бірақ біздің аудиторияны білмеймін қаншалық не екен. Давайте біз Каспийден менде бір не жасайық, сізді түсірейін, содан кейін біз тегін сабақ берейік. Инандай қызық болады, короче. Мен бір жігітпен кездесем, сен айтам, Каспийде, брат, сен тегін үйрет. Мына жақтан біз кім қанша лақтыра алады? 500 теңге, 100 теңге, әркім әрқалай ғой енді. Сен бірақ толық үйрет. Мынаның несі саған жазылады. Екеумізге енді жазылсын, жазылмасын, сауап болсын. Главное, баланы емдейік. Сөйтеміз, біз 1.700.000 ба, сондай YouTube'тан түседі, короче. 100 теңге лақтырады, 200 теңге, 50 теңге, әркім әрқалай, короче. И ана жерде кипиш басталады ғой біздің неге. Короче, мен бір 4 ай ма уақытымды алды ғой аналарша. Звондайды, короче, біреулер боқтайды. Сендер Каспий қалай. Өйткені куратор біз ұйымдастырмағанбыз ғой. То есть сабақтарды берген. Мен айтам, братан, сен қанша лақтырдың деймін, короче. Айтады, 250 теңге. Енді братан, сен ойлайсың, 250 теңгеге мен саған қандай куратормен немен нереально ғой мысалға. Ұйымдастыра алмаймын оны ше. Бірақ мен сіздерге сабақтар беріп отырмын. Просто біздің ойымыз жақсылық жасау болады. Бірақ былай кипиш болып кетеді деп ойламадық. Мен 3 ай бойы, короче, аналардың разборкасын шешіп отырдым, короче. Мен айтам, сіздер қайырымдылыққа беріңіздер. Просто оқынсаңыздар да оқымасаңыз жарайды. Дариному коню зубы не считают. Онда бізде де болды. Тегін обучение берген кезде прям личкаға жазып, түнімен, күнімен, куратор қайда, анау қайда, не үшін ашылмай жатыр деп кішкене сәл мазаңды алған адамдар да болды, бірақ рахметін айтқан адамдар да болды. Бірақ біз уже ондайға үйреніп қалғанбыз. Етіміз үйреніп қалған. И мы к этому готовы, то, что кейбір адамдар неблагодарны болады. И даже данағы менде болды, бір кісіге қайырымдылық жинадым, сбор аштым. И сол ақшасын кешкі сағат 24 сағат біткенше енді сториста тұрады ғой, ақшасын аударғанша жанымды жеп жүрді ғой. 5 минут сайын звондайды, қашан ақшаны аударасыз, айналайын, мен сіздің 1 теңгеңіз керек емес. И как будто, знаете, мен такое ощущение было, как будто о кісінің ақшасын мен бір ақысын жеп атқандай болып қалды да. Содан кейін мен сбор ашпаймын, потому что о кісі деген мен целый день звонок берейін, мен действительно нервіме тиді кәдімгідей. Қашан аударасыз, қанша түсті деп, как будто мен жеп қоятындай да. А на самом деле ол мелочь нәрсе да. Сондай да адамдар бар негізі. Сатып алыңыздар негізі желательно. Шын айтамын, өз басым ешкімнің ақысын жеген емеспін. Бізде мынандай бір варианттар болады. Енді мысалы біз жақында бір реклама алдық. 3,5 миллионға алдым мен реклама. Яғни сторисқа бет салады да, сәлем достар, короче, келіңіздер осы жерге дейді. И сосын бүйтеді, мен өзім бармаймын. Короче, мен ұсынбаймын сендерге. Но бірақ вдруг барларың келсе, барыңдар, короче. И сонда андай реклама и антиреклама, короче. 3,5 миллион теңге просто ұшты, короче. И бір продажа болған жоқ. Бізде де ондай болды. Енді мен айтамын да, жүрейін, сонымен соттасайын, сторисқа шығарайын. Зачем? Болды, біз жерді өзіміз кінәліміз, болды, қалу керек. И сол адамдарға да айтарым, курс алған кезде де жалпы кішкене адекватный адамдар алса и жақсы адамдардан алса, сіздің болашағыңызға үлкен септігін тигізетін бұл бірден бір заттардың бірі. Адамдар жыбырлап кетті осы. Ұзақ болып кетті ғой негізі. Қазірге қарайсыз тұрған. Уақыт деген біразға барды. Рахмет негізі. Келгендеріңізге, шығарылып, бізге өзімізге қатты ұнады. Сіздерді енді ең алғаш көрген кезде өте жарасымды жұп екендеріңіз байқағам, күшті қызығып кеттік. Мен де әйеліммен бірге осы сферадамыз бізде, инфобизнес.
инфобизнесте инфо-цыган жүрміз. Сол отбасымызбен бірге бізде жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да бізге де жұғысты болсын, сіздер сияқты әйтеуір табысты, ең бастысы өзінің кәдік дейді ғой бағанағындай, көтере алатындай, тәкаппарланбайтындай бір азаматша болайық. Все, шығарылымды аяқтаймыз. Ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егер соңына дейін көрген адамдар болатын болса, алғысымыз шексіз негізі. Шамамен 1,5-2 сағаттай болған шығар. Өзіміз көрген адамдарға да алғысымыз шексіз, қысқасы. Рахмет. Шығарымды аяқтаймыз. Әрбір қазақ байда бақуатты болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын. Рахмет. Соңғы сөз сіздерден. Видеоны до конца көріңіздер. Кінәні барлығын өзімізге алып білу керекпіз. Кім ответственность өзіңізге аласыздар, сол кісілер успешный болады. И және де кәдік самый главный нәрсе ғой. Бизнестің түрі көп. Қазір ақша табам деген адамға рынок свободный. Хоть SMM жүргіз, обучение жүргіз, мобилография, Wildberries, Trendyol, бизнес Китай. Бизнестің түрі көп. Істейм деген адамға любой тірлікті істеуге болады, но любой человек должен понимать, что бизнес ол действительно риск. Где-то получается, где-то не получается. Где-то сен миллиондап минусқа кетесің, но где-то ты намного больше зарабатываешь. Оның бәрі опыт. Сол үшін бизнес бастайын деп жүрген, қорқып жүрген адамдар просто қорықпай, қорқынышын жеңе білу керек және просто көру керек. Бір рет не получается, екінші рет көр. Екінші рет не получается, үшінші рет көр. Бизнес деген сол ғой. Ол постоянно тұрақты нәрсе емес ол. Либо по Казахстану картина, антиквариат істеңіздер. Да, тоже вариант, да. Өмірін сондай жақсы өмір сүруге кішкене болсын бір не бар, мүмкіндік береді. Сен соңғы бірден. Сол бизнес таңдаудан бизнестер таңдап, солармен айналыса беріңіздер. Болды, екі ерке бұлан отырмыз. Рахмет. Все, спасибо. Рахмет.